Бүгін бізде қонақта YouTube блогер, тек қана Атырау емес, сондай бүткіл Қазақстанға танымал блогерлердің бірі десем қателеспейтін шығармын, Заида. Қазақ таппадың ба деп отырғанға. Мен қарағатын дейді ғой, бір қара торы болса. Біздер вообще априори расистпіз бар ғой. Қазақстанға гражданство үшін үйленеді деп. Успокойтесь, Қазақстан ешкім гражданство бермейді. Просто так сен қазаққа үйленгенің үшін сен гражданство алмайды ешкім. Пока такие люди живут, мы никуда не сдвинемся. Қаяқтан? Атыраудан такси шақырып міне жатыр. Біз жүріп жүрміз ол кезде. Барды да скоростьті берді да ғой. Сосын терезені ашты мен не істеймін дейді ол, прикинь. Таксисттің аты Рафаэль Несфати. Ол Қазақстаннан кету керек болды. Мына не продлевали. Сосын, короче, перевалочный пункт керек болды бізге. Это очень плохо в том плане, что опять же сен маған айтып табыс қайда деп бар ғой. Потому что біз кетіп қалсақ уже табыс жоқ қой, считай. Бүгін ауа райы кәдімгідей тема болып тұр кәдімгідей бар ғой. Мен ойымша бүгінгі подкастта сондай күшті болады деген ойдамын. Сондықтан қош келіп отырсың біздің подкастқа. Бүгін ерекше выпуск болайын деп тұр. Келіп келдім как раз. Қалай оқыған? Мама или мама? Ема ғой. Ана бізде не бар ғой, студия Ема, білесің ба? Ол. Университет Уай. Все верно. А сен сөйтіп жазып қойсаң не істейсің? Сол бізде ең бастапқысында негізі латинцамен негізі жақсы бастап отырсың, ұнап отыр әңгіме дейсің. Басында негізі через Y жазғымыз келді латинцамен. Сосын ойладық, егер тағы да мынандай юридический жағынан бір сәйкес қалай несоответствие дейді ғой, қазақшасын түсінбей қалдым. Сондай болып қалып отса, біз керісінше андай олар алды ма? Жауапкершілікке тартылуымыз мүмкін. Товарный знак. Оны білмеймін. Вот. Бізде потому что с этим проблема. Авторские права деген еще бізде проблема ғой. Ана кім бар ғой, Алла Қонарова. Сол вечно сол тұрады. Неге адам хотя бы по-человечески рұқсат сұрамайды? Ана не бар ғой? Екі жұлдыз ба или жұлдызды жұп па? Сонда не етсет ана хейла, соны сұрамаған ғой каверге. Она написала в комментариях. Неге сұрамайсыздар, сен не одет осы деген. И вдруг пишет, қызғанба, не қызғанып, қызыл кеңірдек болып, дело не в этом. Просто кәдімгідей бір гуманно подходить же надо деп. Бізде вообще авторские права мен несі жоқ. Бізде нөл ғой. Эйзи айтқандай Қазақстанда авторство деген нөл. Да, кстати, кеше дей тұрғанмен қонағымызды таныстыра өтейік. Бүгін бізде қонақта YouTube блогер, тек қана Атырау емес, сондай бүткіл Қазақстанға танымал блогерлердің бірі десем қателеспейтін шығармын. Бүгін бізде қонақта Заида пятерочка, бүгін күшті кәдімгідей ерекше киініп келіп тұр. Және бүгінгі подкастымыздың ерекшелігі, бүгінгі подкастымыз наурыздың прям дәл алдында шығайын деп тұрған шығарылым екен. Сондықтан бүгінгі подкастымызда наурыз туралы да, жалпы салт дәстүрлер, халықтардың бірлестігі, достығы, сондай-ақ сан түрлі бір андай болады ғой, ұлттық мәселелердегі сұрақтар деген сияқты, сондай тақырыптарды қозғаймыз. Қош келіп жатсың. Рахмет, наурыз құтты болсын айтпақшы. Наурыз құтты болсын. Негізі не келді? Тақырып деппін ғой. Тапсырма келді, қазақша киім кел деген. Бірақ бізде Атырауда жаңағы киім сататын бизнесмендер ойлайды сияқты, қазақшаны тек қана арық адамдар киеді деп. Это не так. Бізде қазақша киеміз деп қой. Мен бір рет сол туралы не түсірдім ғой. Короче, маған айтады, давай пижамную вечеринку сделаем дейді, неге на Новый год. Буквально вот за пару дней. И жоқ. Біздер бір размер алу үшін должны заказывать, оны ждать. Сонымен бір тиктокқа шығарып едім, оны не бәлем, мен құрсын алып келіңдер шеш. Мен ночнушкамен барам ба деп. Сол кетті ғой. Бәрінің болы ғой. А мынау сен под заказ дегенің, да? Жоқ, просто обычный костюм. Просто я вот украшениями взяла и харизмой возьму. Раунд, новый енді. Джессин шапан киінесің, ол да бармайды ғой. Айтпақшы, Джесси деген Заиданың жұбайы. Руы Шеркеш екен, қазір ғана сұрағым. Менің де руым Шеркеш. Қай жыл? 93 күндер қайнымсың ғой, значит. Иә, кішімін сен. Бір обязательно родственный связь болу керек дейсің. Сол ғой, жоқ, бір нағашысын, еще сен нағашысын. Менің нағашыларым таз, Заиданың да руы таз екен. Сол, мен жерде маңдай подкаст болмас бұрын, негізі сен туралы көптеген видеоларында блог, тағы нелер бар, көптеген нәрселерді қарап алдым. Өте кәдімгідей өмірің деген әртүрлі жаңалықтарға толы екен бар ғой. Сол енді қазір көптеген сол жаңалықтарын қазір өшере талқылайық. Сондай-ақ тек қана сенің өміріңде болатын жаңалықтар емес, елімізде, соның ішінде Атырауымызда болып жатқан жаңалықтарды бір шолып өтсек, вообще керемет болып кететін еді. Бірақ әңгімемізді бастамай тұрып, достар,
біз соңғы уақытта байқап жүрік, біздің арнамызды көбінесе арнамызға жазылмаған көрермендер қарайды екен. Сондықтан әлде арнамызға жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде пожалуйста бар ғой, міндетті түрде баса қойыңыздар шана подписаться деген кнопканы. Сондай-ақ қоңыраушаны баса қойыңыздар, өйткені жаңа видео шыққан кезде сіздерде лезде сол видео рекомендация шығатын болады. Және лайк, коммент, және мына видеоны барлық достарыңызға, туыстарыңызға, көршілеріңізге таратыңыздар. Және Заиданың Instagram парақшасына жазылыңыздар. Сондай-ақ осы видеоның описаниясына Заиданың YouTube каналына да сілтеме көрсете қоямын. Сондықтан YouTube каналына да жазыла қойыңыздар. Күшті влогтар бар. Күшті влогтар бар. Соңғы видеоң қашан шықты сен? Ойбай көп болды. Көп болды. Мен бәрі сұрайды жаңа YouTube-тағылар. Шығаршы тағы да влог шығаршы күшті дейді да. Мен мына не көрсетемін деймін да. Ана жақта просто бәрі қызық қой. Нигерияда жүргенде, Южный Кореяда жүргенде солай сияқты болып көрінеді өзіме. А мен мұнда не көрсем таңертең тұрдым, баланы садикке апардым, как-то неинтересно кажется. Қазақстанда неге не интересно, мүмкін интересный моменттер болады. Вот могу ошибаться, мен просто өзім солай ойлаймын. Бірақ маған көбісі жазады, да нет, сен вообще вот адамдарға вот мысалы болады, любимый блогер дейді ғой. Не істесе де қызықты адамдарға бар ғой сол. Ана кім бізде кімдер еді, ана Алибеков дегендер, мысалы Қазақстанның ішінде жүріп де 40 просмотр жинайды ғой. Меніңше оның аудиториясы жалпы үйренген сияқты, жалпы қандай да видео шығарса, сол видеоны қарайды, бір өзіне түйін жасайды, сабақ алады дегенде. Мысалы сен сияқты енді қазір көтеріп келе жатқан блогерлердің бірісің ғой. Енді өзің аудиторияң енді ғана жиналып жатыр да, сенде 100 мың подписчик әлі жиналмаған сияқты. Мысалы 100 мыңнан бастап, мен ойымша YouTube-та, иә. Именно YouTube-та. Өйткені YouTube-та 100 мың жиналса, там серебряный кнопка, сосын охватың көбірек болады. Ол кезде уже сен өзіңе қарата аласың көрермендерді. Ал сенде азғантай болса, енді өкінішке орай мынандай сырт елдерге шығып түсіруің керексің, тағы да басқалар. Қызықты бірдеңе табу керексің. Ана бізде айтады ғой, соңғы уақытта кино түсіргенде шетелге барып түсіреді деп. Сол сияқты болып тұр ғой. Қазақты қылдыру үшін, адамдардың көңілін, назарын аударта білу үшін, меніңше шетелге шығып сондай контент жасап тұру керек сияқты. Бір жағынан сенің видеоларың арқылы адамдар көріп тұрады да, ана жақта не болып жатқанын. А вообще шығу керек өздері. Бізде деген негізі путешествие деген көп дамымаған, бір жаққа не істеу. Қазір кішкене более-менее келатырған. Баяғыда вообще бізде кинодан көретін болдық қой. А чё, мы в отпуск никуда не поедем дегенде отырған жоқпыз ба құлсарды. Қазір кішкене более-менее жайлап сондай бір культура келіп жатыр да. Құлсарда жүріп Атырауға шығып қайтып отпуск. Иә. Атырауға жылына бір рет сентябрьде киім алуға келесің Дина базарына. Жоқ, подожди. Ты вообще неге бастап кеттің подкаст? Вообще, что тебя сподвигло? Окей, күшті сұрақ. Неге олай бастады? Өйткені осыдан 3-4 жыл бұрын шамамен подкасттар Қазақстанда енді ғана көтеріліп бастап келе жатқанда, танымал болып бастап келе жатқанда, андай бір ой туындады. Ол кезде қазіргі мына жігіттермен емес, мына Рафаэль бар, Нұрсұлтан бар, үшеуміз ғой қазір ема подкастты басқарып жүрген, алға итермелеп жүрген жігіттердің бірі. Ол кезде жұмыстас жігіттер болып, осындай бір подкаст ашқымыз келді. Және мына енді ол кезде айтпай қояқ деп келістік, бірақ андай срочно не дейді, андай мерзімі бар ғой әрбір сұрақтың, енді оның мерзімі өтті. Сосын андай не болды? Мұнай саласындағы жетістікке қол жеткізген адамдармен бір подкаст жасап көрейік деп. Мысалы, бір күні біреу шақырамыз, бір күні басқа компаниядан біреу шақырамыз, және олар қалай көтерілді, қалай істеді дегендей. Енді ондай аналогтар көп басқа қалаларда, тіпті басқа елдерде, әлем бойынша ондай аналог көп. Бірақ та ондай подкаст Атырауда болған жоқ. Сондай бір ой болды. Сосын уақыт өте келе мен көптеген подкасттарды қарай бастадым. Замандас, дөп сөз, Нарик Билаев, иногда жеңгем қарап отқан мамский әңгімелерге қарап кетесің. Сосын ойлаймын, примерно бір форматын түсініп алдым. Енді ең бастысы скиллдар дейді, қалай жүргізе білу керек, қонақты қалай аша білу керек, сұрақты қалай қоя білу керек деген сияқты. Сондай скиллдарын жинау үшін бір курсқа бардым Астанаға. Сол курс, ол тек қана подкаст емес, жалпы былай дауыс және видео бірдеңе деген не? Күшті оқыпсың. Жоқ, атын жаттамаппын бар ғой. Курстың өзін мазмұнын түсініп алдым да, сертификатта дұрыс оқыған жоқпын дейсің. Сол AB Media Academy деген академиядан сондай өтіп алдым. Сосын бірден сол жақтан пилотный выпуск шығардық. Түсіріп 8 минуттық мә, ол жерде студия деген, артта деген LED экран, жан жағында маңдай нелер,
полка дей ма не дейді басқаша, стеллаж ішінде әртүрлі заттар андай визуально кәдімгідей уже өзің түсінесің ана жерде подкаст істейтін Бізде жерге. қазір көп студиялар ашылып жатыр подкаст. Атырауда ашылып жатыр, иә. Сосын бір айта кететін жайт, подкаст деген бізде көбісі білмейді ол не зат екен. Вот именно. Ол просто жаңағы әңгімелесесің, бұл жерде андай интервью, біреу сұрақ қою керек, біреу жауап беру керек деген жоқ, просто әңгіме. Мы просто сидим, болтаем. Көбісі ойлайды, подкаст деген это типа интервью, не деп. Нет. Күшті. Интервью это интервью, подкаст это подкаст. Просто подкаст бір адамда жүргізуге болады, например. Просто бірдеңе туралы айтасың, обсуждаешь, тоже подкаст. Монолог типа. Кім сияқты ғой, ана жұрттың баласы сияқты сондай бірдеңелер. Білмеймін, ана кімді қараймын, Эминемнің қызы бар ғой. Сен вот қазір сори, что бөліп тастап отырмын. Сен вот как раз сенің ағылшын тілінің өте мықты деңгейде болуы саған сондай мүмкіндіктер береді да. Иә. Америкалық, басқа да британдық подкасттар тыңдауға. Мысалға бәрінде ондай мүмкіндік жоқ. Сол себепті өкінішке орай біз қазақстандық, ресейлік, мен ағылшынша өте нашар деген сөз емес, жақсы, бірақ та енді білесің ғой, жұмыс барысында сенің қолданған ағылшыншаң жалпы жеткіліксіз болуы мүмкін басқа бір медиа контент тыңдауға, тағы да басқа дегенде. Мен тырыстым сол мана американдық нелерді, бірақ қиын екен. А сен как раз сол мана американдық. Мен сол в основном, содан бастадым. Баяда бізге подкаст келмей тұрып, мен солардың подкасттарын тыңдайтын едім ғой. Мына бір посу жуып жүргенде бірдеме істегенде құлағым салып күшті. Прогулкада жүргенде солай, а потом бізге жайлап келді ғой. Күшті біздің подкасттарда тоже. Күшті көремін, күн замандасы да, мамский әңгімені де қараймын. Дөпсөзді қараймын. Дөпсөз, қазір дөпсөз оборот алып отыр кәдімгідей, мықты. Бастап жайлап басталғанда да тоже. Олар қалай басталғанын білесің бе жалпы? Айран бар еще, да? Айран тоже подкаст бес бар. Айран подкасты, по-моему, білмеймін, жақында сияқты сондай форматта аша бастаған. Жалпы Айран андай не ғой, новостной портал сияқты ашты ғой кезінде. Олар кішкене андай слишком оппозиционный моменттер көп. Потому что мені шақырды сол Айранның подкастына. Да ты что, круто. Осы мартта келеміз деді ма? Или сен бізге кел, или біз саған барайық деді. Тақырып? Білмеймін, сол тақырып. Сол бір тақырып шығар. Мен вообще көп передачалар шақырады ғой, енді қызық қой, қалай өмір сүріп жатсың деген сияқты. Мен бәріне всегда жоқ. Рахмет, потому что қазақ таппадың ба деп отырғанға. И недавно неге барып келдім ғой, төрлетіңіз деген передача күшті Алматыда. Он деген жібек жолы. Өзім білмейтін. Жібек жолы. Все, түсіндім. Сонда бірінші майға дайындалып жатыр екен деп айтып қойдым, білмеймін, айтуға болмай ма, болмай ма. Бірінші майға дайындалып жатыр екен, күшті адамдарды жинап не істеген да, керемет. Ертең продюсер жазады саған выпусктан кейін. Неге айтып қойдың деп ба? Сол продюсер жазып жүрді маған, пожалуйста, мен айтамын, жоқ, мен передачаға түспеймін, все, хватит. Сол айтады да, жоқ, бізде позитивно, күшті өтеді, пожалуйста, келіңіз. Бірақ действительно күшті өтті. Андай имам шақырба деген жоқ. Төрлетіңіз Тахир Сұлтан ғой, жүргізушісі? Жоқ, Ләйла Сұлтанқызы. Ләйла Сұлтанқызы ма? Кіммен? Муслиммен бірге жүргізеді. Все, мен онда мені шатастырып отырмын. Бұрынғы анау Дастархан бірдеңе деген мен кішкене. Білмеймін, бірақ примерно сондай. Иә, дөңгелек столда отырады. Кімнің, Муслимнің алдында кім болды ғой? Давлетьяров болды ғой. Ана Арман Давлетьяров беді. Музонның несі. Мустованың бұрынғы продюсері, гендиректор ма. Сол как раз Ләйлі Сұлтанқызы екеуі басында жүргізіп жүрді. Сосын жақында ғана Муслим келіп бірге жүргізіп жатыр. Ол бұрын Евразиядан шығып жүрді. Қазір жібек жолы. Ну, не суть. В общем, сонда бардың, жалғыз қонақ болып бардың ба, әлде тағы да адамдар болды ма? Жоқ, бір жақта адам болды. Неде Шымкенттегі тұратын Сомалидің жігіті болды, Абдулла деген, қазақшаға Судай ол деген. Ол бірінші неге оқуға келген Қазақстанға. Қайға елде де шетелге оқуға келгенде бірінші сол елдің государственный язык изучаешь, да? Ол келген кезде какой язык думаешь изучал? Русский. Бізде Қазақстанда тұрып бірінші фаундейшн русский. Почему? Кто этим занимается? Бірінші қазақша не істеу керек? Сол Арыстың балдары үйретті, екі баласы үйретті қазақша. Ол кәдімгідей шымкентский қазақша ғой. Өтіп қайда? Деп жүр ғой, не гримерныйда. Күшті вообще. Сосын кім болды? Кім бар ғой? Стилист Руслан Ким деген. Руслан Ким, по-моему, он наполовину кореец, наполовину казах, да. Сол болды. Сосын ана кім болды? Даниэл Джеймсті білесің ма? Наполовину нигерийец, наполовину мамасы полячка, но он на казахском ведущий, ана бойларды жүргізеді, тойларды жүргізеді, в общем, бәрін жүргізетін бір ведущий бар. Қазақша, орысша, ағылшынша содай. Сосын кім бар? Қайықбаев, Лодочников. Андрей. Все. Құрсын Алматыда болды. Боран мынау боран дейтін бар ғой. Сол болды. Бір тиктокер қыз болды, орыс Кристина деген, қазақша тоже классно разговаривает. Прям такой
бытовой біздің қазақша. Сен өзің қалай ойлайсың? Сол мысалға әлі күнге дейін 35 жылдай болды да тәуелсіздік алғанымызға, келесі жыл 35 жыл. Әлі күнге дейін біз өзге ұлттың андай қазақша сөйлегеніне әлі таңғалып жүрміз. Неге? Жоқ, енді мысалға бір Қазақстанда тұрған орыс қыз бар. 20 жыл Қазақстанда тұрған, 20 жасында Кореяға көшіп кетіп, корейский күйеуге шыққан. Корейский судай. Орысша біледі, қазақша білмейтін, білген жоқпын никогда дейді. Енді ол мысалға Кореяға барып үйреніп тұр ғой, заново 20 жасында новый языкты, ойбай, Тарантиноны құлап жатыр. Рафа, не мынау? Тарантиноны құлатып дейсің ғой. Сол мен айтамын да, ол неге 20 жыл бойына Қазақстанда тұрғанда қазақша үйренген жоқ. Білмеймін неге екен, бірақ бір андай бір сондай, білмеймін бұл тақырыпты көтеруге бола ма, захейтят нас или нет. Мысалы менің жолдасым орысша жақсы біледі. Қазақша қарағанда. Мен оған басында сөйлесіп жүрген айтамын, сен неге орысша білесің, неге қазақша білмейсің? Ол айтады, мен таңдаған жоқпын дейді. Мен с удовольствием қазақша сөйлесер едім, бірақ менімен жұрттар орысша сөйлеседі дейді. Біздер иностранец көрсек автоматически орысша сөйлеп кетеді, байқайсың ба? Здравствуйте деп бастап кетеді. Ол айтады, мен ешкім үйреткен жоқ отырып алып дейді. Мен жаңағы жұмыстастарым дүкенге барғанда, далада жүргенде менің бәрі орысша сөйлейді дейді. Сондықтан мен орысша дейді. Оған қазақша үйретіп жүрмеймін, мамам. Мама каждый келгенде қазақша үйретіп кетеді. Зайдаң мамасы, рахмет, респект сізге. Қазақ тілі алға. Қазақша үйрет. Мен айтамын, сапожник без сапог. Үйдегі адамды бірдеме үйрету мүмкін емес. Мысалы, мен неге онымен қызыл кеңірдек болып отырамын, деп түсіндіріп, если мен английский айта салуыма болады, упрощаю себе жизнь, как говорится. Бірақ баламды мен қазақша садикке бердім. Чтобы ол қазақша білсін тоже. Андай қалай кішкене шектету болмай ма? Шеттету дей ма қалай? Енді баланың түрі басқаша. Садикте ма? Садикте, бұрын барып жүрген элитный деген садиктерде болды. Қазір біз кәдімгі самый обычный айына 35 мың төлейтін простой садикке барамыз. Вообще ондай жоқ қой. Наоборот, прям что не істейді. Бәріне бірдей қарайды да. Сол алдында бір таныстыруда тоже өлең шығарғанда айтқам. Бізде өнегелі отбасы деген не болды? Сайыс болды. Сонда таныстыруда тоже айттым да, қара демей, ақ демей, біз баламызды кәдімгідей қабылдаған, наверное, единственный садик. Жоқ, бұрындарда болды енді, но в основном жаңағыдай кішкене басқаша қарайды, ерекше қарайды десек. А мында как со всеми детьми одинаково тоже. Күшті. Ана сен айтып отырсың ғой, шеттетпейді, не істемейді деп негізі жалпы білеміз ғой, Қазақстанда басқа түстегі балаларды жалпы ересек адамдарды көргеннің өзінде де андай бір түрлі қарайды да. Сен мысалғы Африкаға, жалпы қайын жұртың Африкада, соның ішінде Нигерия елінде, сен сол жаққа барған сайын саған да жұрт сол сөйтіп басқаша қарай ма? Бірақ та разница в том, что бізде көбісі негативно қарайды. Негативно. Мысалы, біздер басында қазір кішкене либо біз үйреніп кеттік, либо азайды. Басында деген кәдімгідей негр, мазафака деп, короче, тағы бір жаман сөздер айтып, бұл жерде айтуға болмайтын шығар, сөйтіп өтіп кететін болды. Ана жақта ты такая красивая. Ол жақта еще олардың шаштары андай қатты ғой, қыздардың да, балдардың да, потому что ана күнге не деп айтады өздерінің генетика бойынша. Олар сол шашпен қиналып до того, андай қырып тастайды кейбірлері и парикпен жүреді. Или жаңағыдай өріп тастайды до конца. Маған мынандай шаш оларға прям арман. Шашың сондай әдемі деп, сондай кәдімгідей с восхищением қарайды да, біздерге сияқты үйге қара болып деп. Біздер вообще изначально мен өзім семьядағы қара торысымын. Мен жерде қап-қара болып кетті ғой комната кеше деп. Солай қытай кезімнен соны естіп өскен адам біздер деген кәдімгідей расистің мысалы біреу үйге келін түскенде қандай аппақ әдемі келін деп, ана қара қатын дейді ғой, біреу қара торы болса. Біздер вообще априори расистпіз бар ғой. Хотя ана өлең бар ғой, қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба, жатырқауды білмейтін біледі. Жоқ, ол енді ол ән ғой, енді ән арқылы бізге кішкене андай тәрбиелейді ғой, ұлтты, ұрпақты дегендей. Бірақ та мойындауымыз керек, андай біз басқа европейцтерге, орыстарға, американцтарға иногда ренжуіміз мүмкін. Біз неге олардың еліне барғанда біз кемсітеді деп. Алдымен өзімізден де бастап көруіміз керек та. Неге бізге мысалға индустар, пакистанстар бар, қытайлықтар бар, африкандықтар бар, қаншама манағы үшінші елдің өкілдері келгенде бізде андай каким-то образом оларды кемсітеміз бар ғой. Байқалады ол кәдімгідей. Ана овощ сататын тым жақсы өзбектерді өзбек деп есімдендіреді ғой қасықаны. Олар да адамдар ғой. Олар да нәпақасын тауып жүргендер. Білмеймін енді. Қою керек соның бәрін. Сол. Бәрі адам, бәрі пенде, бір Аллахтың жаратты. Біләл. Бірінші азан шақырған. Сол ғой. Қара жігіт дейсің ғой. Африканец.
Иә, айтпақшы, біләл демекші, қазір енді оразаның кезі ғой. Ораза ұстап жатқандарыңыз, оразаларыңыз қабыл болсын, Рамазан айы құттай болсын, барлық айтылып жатқан дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Мына жерде енді алдымызда бауырсақ тұр екен, сондай-ақ сусын тұр екен деп сөкпеңіздер бізді. Күндіз ауыздарыңыз берік кезде қарап отқан кездеріңіз болса, бұл енді біз әбден ауыз ашқаннан кейінгі түсіріп отқан видеомыз, сондықтан андай не болмасын деген ғой, неприязнь болмасын, бір негативно қарап жүрмеңіздер. Өйткені Заиданың бір блогынан байқап қалған. Ораза басталды ғой, оразаң уақытында не болдына тамақты шығарып деп. Жоқ, мен ол видеоны ораза басталғанға дейін салдым. Ол кісі ертесіне қарап тұрып, бүгін ораза емес па деп жазып жүрген ғой. Мен әркім өзі үшін ұстау керек. Мысалы, мен негізі мектеп кезінде ұстаймын, бірақ мектеп кезінде оны есептемеймін, потому что андай баласың ғой, әлі дұрыс істемейсің. Бірақ 19 жасымнан бастап, 30 жасыма дейін мен конкретно ұстап келдім, жыл сайын спокойно. Біреу мысалы біздер Теңгеде жүреміз ғой, Теңгеде қандай ыстық білесің, 40 градусқа дейін барады. Сайтта жүресің кәдімгідей немен, спецовкамен, ішке келесің, жұрттар тамақ ішіп отырады, или там андай біреудің farewell party болады, туған күн болады, еще что-то. Барасың, құттықтауға неге адам қатарлы отырасың, бірақ тамақ жемейсің. Сол кезде бәрі андай өз-өздері кінәлі сезініп отырады да. Мен сен үшін ұстап жатқан жоқ, мен өзім үшін ұстап отырмын мысалға. Бұл жерде ораза деген тамақтан тыйылу емес, ол ар жағында рухани бір шама не жатыр ғой, енді даналық жатыр, оны түсіне білген адамда ол тек қана тамақтан тыйылу емес, ол көп нәрседен, нәпсіден тыйылу да. И соның бәрі тамақ деп ойлайды. Кейбіреулер айтады, баяғыда біздер тоже жұмыста жүргенде де офистен қашып келіп тамақ жеп отыр, вообще қатырады, мен көзімше тамақ жеп. Сен өзің үшін ұстайсың, әркім өзі үшін ұстайды. Сен біреудің аузына қақпақ бола алмайсың. Мына тема менің енді, конечно, любимая тема. Мен там ұстап жатсың ба, құтты болсын, қабыл болсын, бірақ өзің үшін ұста. Жұрттың аузын жаппай. Иә, жалпы өзің негізі былай діни отбасыдан емессің, иә? Жоқ. Бірақ мен өзім жақсы көремін. Әлі намазға келе қойған жоқ. Видимо, пока еще не шақырған жоқ мен. Бірақ енді жақсы көремін осы тақырыпта. Ана сенің қайын жұртың басқа діннен мүлдем. Әлде олар дін ұстанбай ма? Жоқ, бізде былай ғой, мысалы Қазақстанда светская страна дейді ғой. Бізде де көбісі мысалға менің жолдасымыздың рет, мысалға біздер мұсылманбыз дейміз, иә. Бірақ сен мұсылман болатындай не істеп жатсың? Намаз оқисың ба? Жоқ. Жаңағыдай мешітке барасың ба? Жоқ. Сондай нелер ғой, ұстанбайсың ғой. Олар ұстанбайтындар өздерін андай мұсылман деп айтпай ма, короче, сондай бір демесі бар. Светская страна, светские люди. Все. Бізде де сондай ғой, мысалға светская страна, например. Иә, қалай бізде андай не дейді? Біз мұсылманбыз деп. Иә, біз этнический мұсылман дейді. Өйткені біз туыла сала бізді азан шақырып ат қояды, тағы да исламмен тығыз байланысты дәстүрлерден сүндетке отырғызу дейді ер балаларды. Сондай істегеннен кейін, енді сондай этаптардан өткеннен кейін біз априори уже не болып қаламыз. Априори деймін, дұрыс па айту? Априори этникалық мұсылмандар болып есептелеміз. Енді әрмен қарай ол сен 5 уақыт намаз оқисың ба, оқымайсың ба, ол енді сен өзің таңдауың. Маған сен айтып отқандай біз зиялы демейді, зайырлы мемлекетте, зиялы деп қандай көп болады дейсің ғой сен. Зайырлы мемлекетте жүргендіктен, өмір сүріп жатқандықтан әркім ол шынымен де өсі. Нигерияда сондай мемлекетте, яғни не христиан, жалпы көп па? Көп дегенде кәдімгідей ұстанатын. Ояқта сосын бір байқаған, мен тоже блогқа түсіргенім, хиджаб кигенде қыздар андай әдемі қылып, мейкаппен бүйтіп кимейді, кәдімгідей былай оранып алып келеді ғой, даже жас қыздар кәдімгідей ол былай, оларға ол мода емес, оларға ол кәдімгідей жаңағыдай діни киімі деп есептеледі да. Сосын онда либо сен от крайности в крайности ма, либо сен оқисың кіріп кеттің оған, либо сен оқымайсың. Андай между. Бізде мысалы, мен өзімді между считаю, потому что мен намаз оқымаймын, но при этом жаңағыдай дінмен хабарым бар да. Мүмкін олай да дұрыс шығар, шамалы да. Былай да хабарымыз бар дінмен. түбегейлі емес, қалай болады, полноценный енді, осы қазақшасын таба алмай отырмын, полноценный дінге келмегенімізбен жалпы хабардармыз, қандай ритуалдар бар, қандай ережелер бар деген сияқты біз хабардармыз. Мысалға, сен айтып отырсың, Африкада кейбір мемлекеттерде не кәдімгі түгелдей дінге кіріп кетеді, не мүлде діннен алыс болады деп. Ондай мысалға, мына тұрған Ресейдің өзінде де бар да, мысалы, олар православтар ғой, олардың мысалға дінді ұстанса, олар соған шіркеудің айналасында жүреді, аты Фотиева, там на самом деле Андрей Михайлович, анда шіркеуде жүргенде Фотиева, отец бірдеңе, и оларда андай бөлінеді екен, то есть имя там церковное дейма. Бізде бар ғой. Қалай өтеді? И людское имя дейді, мирское имя дейді, итке бөлінеді.
қадам басталады ой баяғыда қалай еді бірдеме деген аты бар өзінің жаңағыдай муслима деген мамасы деген мысалға байқайсың ба ана қатты деп намаз оқитын қыздарда например аты алияма муслима деп айтады муслиманың мамасы деген сияқты сосын ибн русланның баласы деген поправьте меня если я не права қалай айтады бірдеме деп егер білсеңіздер достар осы видеоның астына комментке жазып кете қойыңыздаршы бізде де қазақтарда кунияма бірдеңе деген сөзі бар өзінің құрсын жаман сөз ол жаман сөз жоқ сондай бір несі бар жаңағы лақап ат деп тұрсың ғой сондай сияқты өздері жоқ лақап ат емес онда кішкене басқаша мағынада православтарда айтып тұрық қой людское имя деген мирское имя деген бар сосын церковное имя дей ма бірдеңе деп бөлінеді сол сияқты оларда мысалға православтарда қатты бөлініп кеткен то есть оларда мына өмір былай жүріп отыр дінсіз діндесің ба сен вот сол жаққа кет дегендей бізге мешайт етпе деген сияқты қазақтарда ол жағынан жақсы бір симбиоз дей ма бір кішкене бір не бар байланыс бар мысалға діндегі жүрген имам да діннен алыс ауылдағы мысалға бір кісі де бір тойда бас қоса алады біреумен емін еркін әңгіме салады садақада да бірге болады тойда да бірге жүреді көшеде мейрам болса да бірге жүре алады смотря қандай ақида ол да мықты вот ханафи может так делать ханафилар жүре алады қалған көбіне оны енді ар жағынан қатты үңілмей ақ қояйық бір история айтайыншы біздер бір ретте мен жолдасым визаның бәрін каирден алады ғой мен көріп жүрсің ба көріп жоқсың ба бізде деген құдай волокита виза алу деген бізге еще айтады ғой қазақстанға гражданство үшін үйленеді деп успокойтесь қазақстан ешкім гражданство бермейді просто так сен қазаққа үйленгенің үшін сен гражданство алмайды ешкім біздер семейный виза дегеннің өзін әрең алдық қой күні кеше жүріп еще оны деген бізде нигерийский посольство жоқ қой бізде елшілік жоқ болған соң біздің именно қазақстанда жүрген нигерийцтер именно каирдегі елшіліктен барып алады соны и біздер каирге барамыз неге короче алып сосын бізде виза дайын болады деді среда күні сағат 10-да келіп алып кетіңдер деді 3-ке билет алып қоямыз 10-да барамыз база жасамайды как всегда бізде Қазақстанның базасы и в Египте Қазақстанның базасы и в Африке база жасамайды короче виза жоқ мә ана жерде уже все я свои последние слезы оставила там енді решаю мен баламен кетемін ол кезде болды тек қана баламен мен ары қарай ұшамын Қазақстанға кім жайсе қалады и как раз сол кезде 3-те ұшып жатырмыз ба 2:30-да шығады ғой визасы ана уже үлгермейді Каир огромный же аэропортқа барғанша қалды сонымен короче боба екеуміз ұшып кетеміз ұшып кеткенде Москвадағы не задержка болады аэрофлот задержка болады Джесси по идее успел аэропортқа но его отырмайсың деді уже все мен айтамын почему он же успел жоқ болды короче уже мен жаңа посадка басталайын деп жатырмын айтамын басталған жоқ қой енді әлі ана жерде қырылдық жолдық в итоге отырғызған жоқ ақыры оказывается мен барып айттым ғой осылай мен жолдасым кешігіп кетті кіруге бола ма деп билетін сатып жүрген сол жерде жоқ деп қасымда басқа бір кісі отыр сөйтіп короче горе пополам барамыз неге Москваға задержка болғанның кесірінен Москва Астана ұшып кетеді бізсіз короче и сол Шереметьевоның ішінде ашу айқай-шу болып туда-сюда жүрген кезде қасымда бір қыз болды хиджаб киген қазақстандық тоже Астанаға ұшып бара жатыр сонымен айтамын атың мен атың андай не потеря короче а мен наоборот ондай неде етім тұр да кішкене андай білемін что где находится как найти вот это все ана қыз деген қолдаса қайда барамыз мы куда деп короче құрсын не паникуя мен баламен я же не паникую бала бар қолымда еще колясканы бөлек алып кетті чемоданды бөлек алып кетті нән Шереметьевоның ішінде коляскам қайда чемоданым қайда короче сөйтіп жүрсем ана қыз артында сонымен сен атың кім десем Аиша дейді қай жақтікі екен білмеймін короче Аиша міндет сосын мен Аиша деп айырып жүрмін оған енді Аиша міндет сама представилась сосын короче неге барсақ пограничный дейді біздің паспортымызды алып кетті сосын дейді а где Юля дейді да какая Юля жаңа қасыңызда жүрген Юля қайда қасымда ешқандай Юля болған жоқ деп да хиджабе девушка была дейді я думала она Аиша дейді сол ойлап тұрмын видеома жаңа скорее всего Аиша мусульманский ат болып по документам өзі негізі орыс сосын жаңағы я думаю ислам қабылдағаннан кейін сондай ат естеген болар деп по факту ее зовут Юля құрсын не болып кетті вообще что за мошенническая схема деймін ба жоқ сол айтып тұрғаным сол видеома не дінге келгеннен кейін бір ат таңдайтын болар өздері сонда сен айтып отырсың ғой манағы
Нигерияның посольствосы Қазақстанда мүлде жоқ па, әлде тек Атырауда жоқ па? Вообще Қазақстанда бірде бір қаласында жоқ. Окей, енді былай істейік. Сен жарайды қайын жұртың. Елшілік ашайық дейсің. Иә. Все, ертеңнен бастап елшілік Атырауда болады, Светланада дейсің. Ана жерде сенің қайын жұртың Нигерияда, жалпы саған виза алу оңайырақ. Дұрыс па? Нигерияға ма? Нигерияға. Сенің азаматтығың қазақстандық. Солай, JC-дің азаматтығы әлі нигериялық. Әлі емес, ол нигериялық. Бізде қарап, бізде двойное гражданство деген жоқ та. Сен ол не істеу үшін, Қазақстанда гражданство алу үшін ол Нигериядан отказ ету керек. Кім өзінің еліне отказ береді, например. Мен түсіндім. Вот, мен де оның несін ала алмаймын, потому что мен Қазақстаннан бас тарту керексің. Этого никто не хочет. Спортсмендер қалай жүр сонда? Exceptional case? Спортсмендер бар ғой, ана кімдер? Двойное гражданство. Қазақстанның ба еще именно? Жоқ, басқа елдің спортсмендері Қазақстанның атынан шығады ғой. Сол кезде болады дейді. Мұны енді кішкене тексеру керек енді. Неге бізге болмайды, оларға болады дейсің ғой да. Ладно. Сұрайын деген, окей, JC-де нигериялық паспорт, сенде қазақстандық паспорт, сенің жұбайың Нигерияның азаматы болғандықтан, сен Нигерияға емін-еркін ешқандай қиындықсыз виза ала аласың. Менде не бар? Удостоверение бар, нигерийская шаға деген. Вот сол удостоверение бар. Соның арқасында. Онда былай сұрақ қояйын. Егер де мен Нигерияға баратын болсам, маған виза алу қалай, оңай бола ма, қиын бола ма, мен қайда жолығуым керек? Каирға барасың. Каирға бару керек па сол үшін? Каирге барасың. Просто былай қыдырып барайын десем де Нигерияға былай кіргізбейді никак та. Электронная виза деген болады, бірақ именно Нигерияға электронный виза жоқ. Мына Кенияға барып келе жатқандар бар ғой Қазақстаннан. Бірақ мен саған бір нәрсе айтайын. Бізде баяғыда үлкен кісі айтатын болды ғой, Назарбаев, жаңағыдай ең бастысы еліміз тыныш, ең бастысы жаңағыдай басқа елдермен достастық деп та. Мына көп елдерге шығып, Жасемен бірге бір түсінгенім, біздің паспорт өте керемет паспорт. Біздерге спокойно береді любой визаны. Қайқамса, тот же самый Америка алмай атқан Американы бізге хоть бір-екі отказ берсе де түбі береді. Нигерияларға басқа андай. Сосын бір ретте бір не көргем, цвет бар ғой, паспорттың цветтері, оларда тоже категория определяет дейді да. Біздің негізі паспортымыз өте керемет. Мысалға, тот же самый Египет, Африканың ішінде ғой Египет. Біздер визасыз кіреміз, Жасеге виза керек Египетке. Хотя это та же самая Африка. Южная Корея, біздер спокойно электронный виза аламыз, ол кәдімгідей жүріп 40 документ тапсырып сөйтіп барып алады. Көп елдерге солай. Мысалы, біздер бір жаққа демалысқа шығамыз дедік па, оған керек емес, виза керек емес елдерге бізге керек, бірақ бізге в принципе алу оңай. Электронный болсын, барып болсын, вот оларға қиын. Енді бұл жерде сен қазір африкалық мемлекеттермен салыстырып отырсың ба, жалпы былай абсолюттік измерениеда ма қалай? Американдық паспорт крутой, японский, не дегендер бар ғой, который виза беретін. А вот страны третьего мира ол біз есептелеміз ғой, по сути. Солардың арасында біздің неміз паспортымыз өте керемет. Біз даже Қырғызстан мен Өзбекстан ондай емес сияқты. Банға түсіп қалмайық, апасян. Бізді қырғыздар да өзбектер де қарауы мүмкін. Менің өте көп подписчиктер бар Қырғызстанда. Иә. Өйткені мен ана статистикамды қараймын ютубта, білмеймін, Өзбекстаннан бір 0,1% жүрді. Мен ойлаймын, ана то ли қарақалпақтар, то ли Ташкент жақтағы қазақтар шығар, мен сол қарайтын деп барамын. Мен де Қырғызстаннан көп қарайды. Қырғызстаннан сәлем деп жазып отырады. Хотя там ни разу не было. Даже комментария жазады, өзімен дәреккеде жазады. Қырғыздар. Енді сен тілің түсінікті, сен көбінесе орысшаны араластырасың, мүмкін сол жағынан да ыңғайлы шығар. Сол бір тіл проблема болды, потому что мен өмірде қалай сөйлеймін, стористарда да солай сөйлеймін да, подкастта да солай сөйлеп отырмын. Кейбіреулер айтады, сен больше казахском разговариваешь, мы не понимаем. Біреуде сен орысша көп сөйлейсің, мен орысша түсінбеймін. Қасқалар, мен екі ортаға бөлінемін ба. Мен еще баяғыда жұмыстастарым болды, Инстаграм қарап отырған. Сол айтатын болды, бір арасында английский сөйлеп қоймай айтамын, көке құрсын, қазақша мен орысша английский тұрайыншы бірінші. Қайдағы английский деп. Манағы көп тақырыптан алыстамай айтып отырық қой, страны третьего мира деп, Қазақстан, тағы да басқа елдерді қосып отырық. Біз қалай ойлайсың, қанша маңғы, әлде қанша уақыт біз үшінші әлемнің елдері деймі, қалай қазақша қалай дұрыс болады, тағы комментке жазып кетіңдер. Мен орысша оқыған адам просто. Тупицалар деп отқан. Тупицалар. Не сұрай бересіңдер. Орысша айтқанда страны третьего мира болып біз қаншалықты әлі көп ұзақ жүреміз деп ойлайсың? Вот мен күйеуге шықпас бұрын біздерді бір қалай айтсам болады. Мысалы мен комментарияларды көрдім бе, менде жазылған ең бірінші басында күйеуге шыққанда. Көп оқыған жоқпын. 2021-де шықтым ғой, октябрьде. Январға дейін біздер вот октябрь,
ноябрь, қараша, қазан, желтоқсан, қаңтар 4 ай бойына топта тұрдық қой біздер. Неге? Өйткені хейт, конкретный хейт. Гуглда ашып қалсам біздің фотомыз тұр. Мен айтамын ғана ұзатылудағы фото бар ғой, бір болады ғой. Арасында бір ашып, о, это был день деген. Жоқ, менде ұзатылудағы фото бүкіл жерде жүр. Ананы көрсем деген, мына менің фотом екен ғой деп. Потому что уже пабликтерде жүріп кеткен да кәдімгідей. И сол прям конкретно хейт 4 ай бойына ана январский событие болды ғой Алматыда. Соған дейін біздерді обсуждать етті ғой. И мен сол кезде ойлаймын да, такие люди существуют, что ли? Потому что менің айналамда ондай адам жоқ екен. Андай до такой степени бар ғой. Кәдімгі ана комментарийлерді көрсем бар ғой, да ну дейсің ғой. Адамдар осылай ойлайтын, осылай сөйлейтін адамдар бола ма екен деп. Пока такие люди живут, мы никуда не сдвинемся. То есть әлі біз үшінші мана страна третьего мира болып пока жүре береміз. Енді қарап тұрсаң, адамның бәрі бірдей дегенді бір қалыптасу керек қой. Енді біздер жаңағыдай білмеймін, енді мұсылманбыз деп айтамыз, иә, бәрімізді Аллах жаратты деп айтамыз. Оны неге жаңағыдай адамды до такой степени бізде деген бір рет таксист түсіп кетті ғой даже. Қай жақта? Ауыз атыраудан такси шақырып мнение айтқан кезде жүрміз ол кезде. Барды да скоростьті берді да ғой. Сосын терезені ашты, мен қарап не істемеймін дейді, прикинь, запикайте, но он реально так сказал. Все, он уехал, мы стоим в шоке. И это не вот, деп, мен оған қалай айтамын. Ужасы. Ана немес па? Таксисттің аты Рафаэль емес па? Қоймайды дейсің ғой, Рафаэль тыға береді. Солай сияқты, по-моему, вот что-то я вижу дейсің. Вот, поэтому пока мне кажется, олар шынымен де құрметті таксисттер, құрметті басқа да біздің отандастар, замандастар, достар, құрдастар, кімдер бар та біздің өзіміздің қазақтар көшеде болсын, тағы да басқа қоғамдық жерлерде болсын, өзге ұлт өкілдерін көретін болсақ, барымызша кәдімгідей құрметпен, сыйластықпен қарайық. Өйткені міне сен шетелде көп болып жүрсің ғой. Мен де шетелде болып көрдім. Шетелге барғанда бізді үйтіп енді шетел дегенде мен Еуропаны айтып отырмын да. Еуропада жүргенде сен бүйтсең сөйтпе, сен таксиден түсіп қал, сен автобустан түсіп қал деген ондай білмеймін, мен басынан өткен жоқ бар ғой. Сондықтан бізге қалай қарайды шетелде, бізде шетелдіктерге солай қарайық. Бізде де түсіністік болсын, оларда адамның баласы, оларда Алла тағаланың жаратылысы. Сондықтан бір-бірімізге мейірімдік білдіріп, құрмет көрсетіп, тек қана дұрыс жағынан бір-бірімізге қолдау көрсетіп жүріп, бәріміз де бір адамның баласымыз. Заида айтқандай. Шынымен де маңадай шеттетіп керек емес. Ертең сіздер біреу шеттетесіздер, ол өмір деген былай айналып келеді да, сондай істеген не дейтін еді? Бумеранг. Бумеранг дейді ғой, жаңағындай жаман нәрсе не дейтін еді қазақша? Карма. Жоқ. Қазақша карма дейін ба? Карма. Жоқ, андай қатыгездігің біреуге жасаған міндетті түрде саған кері қайтып келеді. Сондықтан жігіттер, қыздар, тағы да жалпы біздің жерлестер етіп істемей ақ қояйық. Шынымен де. Мен кәдімгі жаным ашиды осындай кейстерді көргенде бар ғой. Содан тек сол ғана болды ма сондай кейс, әлде ондай кейстер көп болды ма? Құдайдың құтты күні. Біздерде бір кезде тоже пабликтерде жүрдік қой, туылес болды ғой конкретно. Маған бір күні бүйтіп айтты маған жолдасым. Енді көшеде деген кезде мен айтпаймын да оған көп нәрсені. Даже не потому что, просто маған ұят та, что мен өзімнің халқым сондай әңгіме айтқан кәдімгі ұят. Потом ойладым, мен үйге өмір сол бір күні айтады, сен біреу саған бірдеме дейді, ладно мен дейді да, саған біреу бірдеңе айтса маған айт дейді. Неге? Өйткені мен олар не имеют права оскорблять мою жену передо мной дейді да, просто ол мен түсінбейді деп түрін айтып жатыр деп. Сосын говорю, ладно, сосын бір күні неге бардық, туған күнге бардық, жаңағы осындағы абысының. И короче біреу удай мас бүйтіп тұр әрең, шлюха, қарама деп тұр, короче. И мен жолдасым түсініп қалды, ал дейді, сосын айттым, ұқсай деп жатыр деп. Ол алып шықты, сөйлесіп жатыр, бар өзінің жаңағы түсіндіре алған тілімен түсіндіріп жатыр. Ол менің әйелім, ол әйел адам, неге сен оны деп, короче, и тут каким-то образом 30 жігіт келіп қалды ғой. Бәрі ішіп алған, бәрі уже ана жерде туылесіз деп тұр конкретно. Бірақ енді мен жолдасым айтады, ол трезвый, кәдімгідей, как стеклышко. Ол айтады да, мен ана жерде құттай не істеп қалсам, ол бір жер сынып қалса, сынып кетсе, өліп кетсе, или там еще что-то маған не болады дейді да, поэтому пытался по-всякому успокоить. Біздің жақ, біз бірге отырған жігіттер бар, қазақтар болсын, нигерийцер болсын, сол жерде бәрі сөйлесіп жатыр да. И бір жыным келгені, енді сен еркек болып
мен жолдасыма әңгіме айтып тұрсың ғой, айтшы до конца. Жоқ, айналып келіп мен етер жүр ғой. Анау Джесси анаумен сөйлесіп отыра ма, біреу келеді да мен етер жүреді, мен аяғым ауыр, кәдімгідей 8 айлық көріп тұр аяғым ауыр екен. Сосын бізде ана қасымда абысының қолындағы сервис подаркалер бар еді ғой, соны тепті, короче, білгендерін істеп жатыр, әйелдерін тиісіп жүр тек қана. Айтамын да, блин, вот стоит перед тобой мужик. Қайда болғанын шара? У тебя Чечилда болды. Еще Чечилдың несі. Сори, то, что перевел. Иә, еще олардың несі, ничего не предпринимали. Охрана, ештеңе, бәрі есік жауып алды, как будто моя хата с краю, ничего не знаю, болып қалды. Ана жерде нас было 6, их было 40. Жағдай сыртта болып отыр, Чечилдың сыртында болып. Иә, біздер уже шығып бара жатқан кезде болды ғой. Бірақ соның шарбағында, біз шығып бара жатырмыз. Несін запикаешь, атын құрсын. Жоқ, проблема жоқ. Или ладно, алып тастарыңыз да атын. Окей. Все-таки это минус для них. Конечно. Потому что они вообще, өздерінің, по сути, біз клиенттеріміз ғой, за безопасность своих клиентов они не отвечают. Хотя там столько охраны ходит. И сол алтауы болып бірдеңе қылып, сол 40 жігіттен шықты. Ертесіне пабликтерден бір шықтық қой бәріміз. Пабликтерге шықты ма? Иә, конечно. Бүйтті сөйтті төбелесті, анау-мынау деп, короче. Айқай-шу болды дейсің. Мен еще деген басынан аяғына дейін видеоға түсіріп шықтым ғой. Мало ли бірдеңе болып қалса, ертең ана заведение камеру не предоставит. Конечно. Бірдеңе болып қалса, кто виноват? Мы виноваты. Yeah. А то, что олар пьяные сами начали деген білмейді, поэтому я все, хоть мен өзім қорқып тұрмын, ана енді 40 ер адам ана жерде ошуды өліс болып жатқан кезде, сори. Ана жерде бірдеңе болатын болса, это вообще капец. И поэтому мен бәрін түсіріп жүрдім. Сен жалпы бұрыннан бері камераны көп қолданатын сияқтысың ғой. Родилась с камерой дейсің. Иә. Вообще екеуміздің таныстығымыз туралы айтшы. Соны айтайықшы. Содан бастайықшы. Жоқ, мен негізі бар ғой, осы қалай танысқанымыз туралы, қашаннан бері бір-бірімізді жақсы білетініміз туралы негізі басында айтқым келген. Содан басталу керек. Тарантино. Тағы да қойын деп отыр дейді. Тағы дұрыстап жібереді. Тарантиноның. Осылай. Менің жұмысым осы. Перерыв керек па? Керек емес, жақсы жүріп отыр әңгіме, прям осындай қарқынмен айта беруге болады. Осы жерден мағандай негізі подкасттың басынан бастап айтқым келген бар ғой. Онымен әңгімеден әңгіме, содан кішкене қол тимей отыр дейсің ғой. Ауыз тимей отыр. Негізі Заидамен біз 2020-21 жылдары карантиннің күшейіп тұрған кезінде компаниямызда теңізшевро атын айтқаннан ештеңе болмайды деп ойлаймын. Мына жерде каскасы тұрды шығын. Екеуміз бір компанияда сол кезде істеп жүрдік. Негізі мен әлі де істеймін, просто Заида қазір декреттік демалыста. Сол бірге концерт ұйымдастырдық, 9 майға ұйымдастырдық, сосын кейін жаңа жылға ұйымдастырдық. Жаңа жылда мен ведущий болдым, өлең айттым ба, өлең бірдеңе болып кетті. Сол кезден бері бірімізді жақсы танимыз. Сол кезден бері Заиданың былай инстаграмын көріп жүрдім. Білмеймін, жүрген жерін тек түсіреді жүрді. Сосын айтып отқанмын, бұрыннан бері камераны көп қолданасың ба деп. Хоть блогер болмайды, жүретін постоянно. Иә, содан 2021-ден кейін Заиданы көп көрмей кеттім. Офисте 1-2 концертке келген сияқтысың, бірақ мен ол концерттерде болған жоқпын. Сосын 2021-дің мана қазан айында сен күйеуге шығасың. Сол кезде бар. Қаш еттім ба алдында? Қайтып шықтың дейсің. Сразу уже. Мен сол кезде сразу сен құттықтап жазып жібердім ғой, сосын айттым. Инстаграмда бар, ұмытып қалып тұрмын қалай жазылған. Кілең хейт, кілең не деп айтып тұрмын ғой, құрсын. Халықтың аузына қаппақ қоя алмайсың ғой деп сен. Қарап шығайын. Иә, сен ведущий болдың, өлең айттың иә еще. Сен домбыраны ойнайсың ба? Жоқ, домбырада өте нашар ойнаймын. Сол домбыраға кезінде, мектеп кезінде қатысу керек тұрса. Басынан бастап, дұрыстап қолға алып, әлімге дейін өкінем бар ғой, уақытылы кәдімгідей домбыраны дұрыстап үйреніп алмаған. Кеше біздер неге төлетейікке бардық қой. Сода бәрі жаңағы наполовину нигериец, бәрі не домбыра тартады ғой. Домбыра тартады, иә. Адан қарап отырып. Олардың қасында кәдімгідей ұят екен бар ғой. Мына бізде де Атырауда да африкалық ұлттардың өкілдерінің балалары осы біздің өнер мектебіне келеді екен. Өнер мектебіміз қазір подкаст болып отқан Виртуоза өнер мектебі. Виртуоза өнер мектебінің иесі Нұрсұлтан бауырымызға көп рахметіміз айтамыз. Осындай студияны беріп атқан. Сол айтайын дегенім, осы Виртуоза өнер мектебіне де өзге ұлттың балалары келіп домбыраны үйренеді екен. Егер де сіздер де балаларыңызды домбыраға үйреткілеріңіз келсе, осы мектепке берсеңіздер болады. Мен баяда, мен мамам термеші ғой. Домбырада тартады, әдейі өлең айтады, ана баяғы термейлер бар ғой. Баяда күшті термейлер айтып кәдімгідей жылататын еді ғой, оның дауысы бар ғой, андай күшті. Бір терме есімде қалып қойды. Баласы неге шығады, аңшы, короче, охотаға шығады.
и жаңбыр жауып кетеді, қатты құйын жаңбыр жауып кетеді, и мамасы іздеуге шығады, бірақ қорқады жаңағыдай басқа жаңағыдай аңдар жеп қояды деп та, и киіктің несін жамылып шығады. Сөйтіп тұрғанда баласы мамасын киіктей ойлап атып жібереді, мамасын, өзінің туған шешесін. Сол бір терме бар, білмеймін, сол история есімде қой, каждый ойнаған сайын жылайтын ғой соны. Вот, мен 10 қазанда күйеуге шықтым, сен 15 күн жазыпсың маған. 15 қазанда ма? 5 күн өткен неге кешіп жазасың? Ютубтағы нені жүрсің, неге мен құда болдық деген. Лишь бы өсектеу адамдарға керек, бақытты болыңдар дейді. Ты можешь подать в суд и получить материальный ущерб, как вариант, ладно, шучу дейді. Я сондай бір түрлі комменттер жазатын бар енді дейсің. Насчет подать в суд. Мен бір күні, короче, құрсыншы дейсің ғой, жақсы құрсыншы деп. Сосын бір күні қатты кетті. Жаңағы балаңды құдыққа батырып өлтіру керек деді. Саптама етіктің астына салып өлтіру керек деді. Күйеуін, фантазиялар керемет деймін. Күйеуін жаңағы неге жылқының жалына байлап сүйреп шығу керек, короче, түрін айтады. И мен бір күні ерінбей барып жаздым ғой заявлениені. 400 заявление апардым ғой. Бәрін жауып тастады ғой. Болмайды дей ма? Бәрін жауып тастады. Сосын мен айтамын енді, в чем причина? Комментарий жазған адам өзінің ойын толықтамады дейді. Мен сол әлі есімде сөйтіп келген маған сообщение. Мен айтамын, сонда ойын толықтау үшін не керек сендерге? Саптама етіктің астына салып ойын толықтамаған емес па? Толықтырған емес па? Құдыққа батып өлтіру деген ой абсолютно толық ол кісінің. Сонда біздің атыраулық не прокуратура ма, сот па? Иә, прокуратура істі жауып тастады. Конкретно барып жаздым, бәрін нотариустан жасап, пошлинасын төлеп, короче, бәрін как положено жасадым, бәрін жауып тастады. Негізі бізге бір мықты бір адвокат шақыру керек апада қонаққа. Осындай моменттерді талқылап, ақылдасып, осы как раз сенің кейсің, Құдай қаласа алдағы уақытта мүмкін мықты қаламызға мықты адвокаттардың бірі келіп қалар осы студияға, сол кезде осы сұрақтарды талқылаймыз. Мен ойымша мұндай нәрселер шешілмей қалмау керек. Біз айтады ғой, Қытай тек боғыз айтсаң бүйтеді, сөйтеді, штраф деп, да? Ну каким-то образом, да. Каким-то образом, по факту барсаң, жалаң жауып тастай береді. Причем, жалаңды жаппас бұрын, жаңағы кісі саған 45 рет телефон соғады. Қашан келесің, ішке қашан келесің? И бір күні маған біреу бүйтеді, да? Тоже бір нем бойынша. Мен деген уже терпела болып біттім, уже заявление жазып. Маған қағаз беріп тұр, осыны қоя қой деп, қол қоя қой деп. Обычно біздерде көбісі бір қағаз қойған кезде оқымайды. Оқу керек. Мен оқып қатсам, менде жазып қойыпты, жаңағы неге шағымым жоқ деп. Айтамын, неге шағымым жоқ? Мен шағымым бар. Неге жоқ деп. Оказывается, олар сөйтіп қол қойды тауып дела жауып тастайды екен. Представляешь? Сен оқымай қол қойып тастайсың, жабық тұр деп айтады. Мына документтер олсаң қол қой, болды дейді. А там написано шағымым жоқ, ешқандай, короче, все, закройте дело деп тұр. Дағану дедім ғой. Қашан болған жағдай бұл? Я уже родила на тот момент, бір 2 жылдай болған болды. 2 жылдай болды. Сол 2 жылдан бері сен үндеген жоқсың бұл мәселе туралы. Қайда барам? Сторис. Қайда барам мен дейсің? Сторис, YouTube. Мен сторисқа шығуға не хочу, потому что ол кісілердің безнаказанный екенін білгенін қаламаймын, да. Потому что мен, мысалға, оларды единственное, что их держит, это то, что я могу написать заявление. Они не знают, что я написала. Потому что олар біліп, ол заявление жауып тастағанын білетін болса, одан сайын құтырады ғой. Просто не знают. Мына выпусктан кейін құтырмайды деп ойлайсың ба? Құтыра берсін, шашадым. Құтырмай. Сен андай сияқтысың ғой. Вот сен каналыңа келіп тұрмын, сен каналың арқылы айтайыншы наразылықты деп па? Өз каналымды айтпаймыншы деген дейсің ғой. Тиіссен мұна сендердің ема каналдарыңа тиіссінші деп па? Ема деп. Жоқ, бұл жерде құрметті көрермендер, құрметті біздің қалай айтсам болады, басқарушы ағаларымыз, апаларымыз бар, прокуратураның адамдары көріп қалуы мүмкін, көріп жатуы мүмкін мына подкастта. Бұл жерде біз ешкімді арандату үшін емес, ешкімнің жеке басына кір келтіру үшін емес, ешкімге айқайласып, ешкіммен қырылу үшін емес. Бұл жерде біз тек қана Зайданың басынан өткен кейсті қарастырып, бұл жерде талқылап жатырмыз. Мүмкін соңғы 2 жылда бірдеңе өзгерген шығар. Өзгерген болса, біз тек дән ризамыз. Бірақ та көп жағдайда бұндай нәрселер жай шешілмей қалып жата береді. Сондықтан құрметті біздің прокуратура, әкімдік, тағы да сот, облыстық сот, қалалық сот мұндай жағдайларды, пожалуйста, мына өзі түсіп бастап отыр. Ладно, тұра берсінші, шашадың өзі дейсің. Сен қалай сотқа барып шашадың, мен мұнаны жабыстырып шашадым. Маған айтады, резонанс жасасаң қозғалады дейді Инстаграмда. Бірақ мен опять же резонанс жасау үшін олар біліп қалады, что мен бардым. Олар мен делам жауып тастады деп та, ары қарай уже
одан сайын безнаказанность это же все-таки адамға кішкене бір не береді ғой, ой береді деген. Значит, смысл жоқ дейсің ғой да, бара беріп. Ну енді может быть прям кәрім крутой адвокат жалдап барып атсаң мүмкін енді. Мен өзім барып тұрмын ғой. Қаншалықты біздің қалай жүйе прозрачный дейді ғой, система наша прозрачная. Мутный. Мутный ма? Вообще ничего прозрачного там нет, все там мутно. Ол тек басынан жалғыз ғана өткен жағдай емес шығар, басқа да кейстер болған шығар мүмкін. Негіз бар шығар деген ғой сенде сөйтіп айтуға. Еще миграцияда то же самое. Қаншама рет мен, знаешь, я там литрами слезы оставила. Қай жақта? Миграция, да? Миграция. Біздер енді 3 жылдан астық қой. Прикол в том, что семейный виза деген бар. Оны 1 жылға аласың, и Қазақстаннан не істей бересің, пролонгация жасай бересің. Продлевать ете бересің. Оны біз үйленген кезде 3 жылдан кейін беріледі деп тұрды. И как раз біздің үйленгенімізге 3 жыл қалғанда, 3 жыл болайын жатқан кезде заң өзгеріп кетпей ма? 1 жылдан кейін ала беруге деп. Айтам осы сволочтар. Күткен ғой. Немесе қазір мысалға басқа шетелге үйленгеннен кейін 1 жылдан кейін спокойно семейный виза ала береді. Семейный виза С2 деген. Осынан ұзарта бересің. Б1, Б2 деген туристический болса, уже С1, С2. Түрі бар. Б10 деген бар по приглашению. По приглашению 3 ай или 6 ай болады. Мен мысалы неге сенің қайын-жұртың келмейді дейді да, ол мысалы мен енем 70-ке келді. Ол кісі бері қарай келу үшін Каирге бару керек. Каирге барғанда ол просто саған келдің ба деп виза бере қоймайды. Каирда жүресің. Мен мысалға күйеумен бірге барсам 4-5 күнде бітеді шаруамыз. Неге? Өйткені мен ана жерде ал деп айқай шығарып жүрмін ішінде. Неге деп. Сосын барасың, келдім деп айтасың, документ тапсырасың, сосын олар қарастырады. Содан кейін барып саған банкке барып осындай бірдеңе төлейсің дейді. Банкке барасың, Каирдің ішінде банкті жүдейші. Банкке барасың, сосын барып квитанция тапсырасың, күтесің, оны базар жасамайды или еще что-то. 72-кісіге ол қиын өтіп жүру. Тем более Каирда. Тем более гарантия жоқ қой. Барып алады, мысалы Каирге барса, тіпті виза бермей алады. Жоқ, мен жақтан приглашение жасасам, берсе, олар береді, они не имеют права. Бірақ жүру керек сонда да. Бірақ жүру керек, я. Ол еще деген былай, посольство 10-нан 12,5-ға дейін принимает документы. 2 раза в неделю или 3 раза в неделю. Сол промежуток үлгермей қалсаң, жатасың суда Каирда. Маған деп орысша сөйлейін деп маған бір нәрсе қызық болып тұр ғой. Саған дейін мысалы Нигерияға әдейілеп барған қазақтар болды ма екен осы ғой? Кенияға барып жүргендер бар, көреміз. Шеврон бар ғой аяқта. Шеврон. Иә, біздер Шеврон офисіне бардық, не дела. Да ты что, круто. Да, классно, красиво. Но Анголада бар екен білем. Нигерияда сонда қандай проект немен айналысып отырады? Біздер просто офисына барып десек едік. Лекки деген күшті туристический жер бар Легоста. Соған қарама-қарсы Шеврон. Легос вообще делится на 2 этих. Мейнланд деген бар, как типа старый город сияқты. И между ними самый длинный мост в мире. Гиннес Агрхем бар бірдеме. Содан аттап өткен кезде Айланд деген бар. Уже такой более новый город. Там все вот эти вот иностранные компании. Остров Айланд. Да. Ана ненің Тихоокеанский залив бар сол жерде. Сол, короче, барлық иностранцы там спокойно ходят, все там, Шеврон сол жақта, короче, сондай, очень красиво. Былай случайно қазақтарды нені? Дода пицца. Қазақтарды случайно кездестіріп көрген. Нигерия жалпы енді халық көп қой, неше? 120 230 миллион сондай бар. Адам жетеді құрсын. Лагос ең үлкен қала, да? Біздің Алматы сияқты. Негізі астанасы? Абуджа. Окей. Несі, территориясы бойынша кішкентай ғой негізі, салыстырмалы түрде. Бірақ халық өте көп. Қалай сыйып отыр бәрі? Сыйып отыр. Бірақ та сыйып отқанмен олардың жерлері нормально. Вот Южная Кореяда тоже халық көп қой енді, жер тоже маленький. Там былай мысалы бізде Құлсармен Атырауға бару үшін арасында 250 километр жазық дала ғой енді степ. А ол жақта мысалы кетасың, бір қала бітіп, екінші қала біткен басталған білмей қаласың, потому что үйлер салып тастаған вообще. Бос орын жоқ. Еще парковкалар андай бүйтіп ұзын, биік. Иә, биік, үйлері де биік. Бірнеше қатар. Мынандай қылып сала алмайды, өйткені жер жоқ. И из-за того, что они все вот это построили, күн жоқ. Күн түспейді вообще. Потому что кілең небоскреб. Прям капец, мына жерге келіп тұрмаса күн былай небоскрептан көрмейді. Сонда күнді көру үшін не істеу керек адамдар қаяқта? Қазақстанға келесіңдер.
еще андай ғой, біздер неге үйренгенбіз ғой, жазық далаға, үйлеріміз де кең, шаруағымыз да кең ғой біздің. Ана жақта деген метр на метр ғой, бүйтіп тұрасың, былай бұрыласың ванна, былай бұрыласың кухня, былай бұрыласың кровать, бітті. Сендер не үшін барып едіңдер оңтүстік Кореяға? Просто қыдырып. Иә, айжарым жүрдік қой сонда. Айжарым? Сонда жұмыс қайда, табыс қайда? Бізде былай болды ситуация. Визу не продлевали. Ол Қазақстаннан кету керек болды. Мына не продлевали. Сосын, короче, перевалочный пункт керек болды бізге. Это очень плохо в том плане, что опять же сен маған айтып тұрсың, табыс қайда деп бар ғой. Потому что біз кетіп қалсақ, уже табыс жоқ қой, считай. Жүрдік сол, ақша жинаймыз да, кетіп қаламыз да, визаға шашып келеміз да, қайтып келеміз. Ақша жинаймыз да, кетіп қалып визаға шашып қайтып келеміз. Вот так вот жили все это время. Негізі сен жұбайың ағылшын тілінің мұғалімі да? Атырауда кәдімгі оқушыларға, студенттерге сабақ береді. Үлкен кісілер де бара ма, дәріс ала ма? Үлкен кісілер балдар. Қай жерде қабылдайды? Нұрсаяда ма? Зикора скул деген, Зикора біздің баламыздың екінші аты ғой. Өздеріңіздің мектептеріңізді ашқан сонда? 2020 жылы астық, биыл 5 жыл. Биыл 5 жыл. Күшті. Сол бізге рекламада төле болып келіп тұрыңыздар. Спонсор болып дейсің. Мына жерде келесі Зикора деп тұрады дейсің. Спонсор бар ма вообще? Сол бізде проблема спонсормен бар ғой. Осы мәселе біз үшін кәдімгідей бар ғой, өте острый. Я мен де мысалы қазір подкаст бастап жатырмын ғой, тоже со своего кармана плачу. Мен еще студия жалдаймын. Сен хотя бы студия досыңдікі. Студия досымыздікі болғанымен ол бізден ақша сұрайды дейші. Жоқ, ол жақта тоже бір есептері бар өзінің дейсің ғой. Ойнайды. Досымыздікі, бірақ та енді соның өзінде де біз ескереміз ғой, енді вдруг мына жер болмаса, по-любому бізде де ақша басқа жерге төлеп жалдайтын едік. Сен ана кіммен, Акошпен болды ғой подкастың? Айтпақшы, егер көрмеген болсаңыздар, Зайданың өзінің жеке подкасты бар екен, өзінің жеке каналында Акошпен ең бірінші шығарылым болды. 2,5 просмотр жинады бүгінмен есептегенде 2,5 просмотр. Сен қайда түсіресің оны? Атырауда, қай жақта? Артур, бізде қазір байқадың ба, студиялар өте көп. Еще прям нормальная цена, там за час 10 тысяч сондай болады. И кейбірлеріне микрофон кіреді, барлығы кіреді, просто өзің настроить етіп аласың, өзің не істейсің, өзің мобилограф, видеограф өзің алып келесің, короче, бәрін. Тек чисто студия. Ну, красиво, локация. Тек помещенің өзі 10 мыңда сағатына. Помещениеде бірнеше локация болады, там арты қандай деген сияқты өзің таңдайсың да, отырып бересің. Что тоже интересно. Я қазір кішкене андай тенденция сондай болып жатыр ғой, бәрі сондай жерлер іздейді, бәрі подкаст экспертный видео түсіреді, иә. Сосын ана халықтың да назары ақырындап емес, уже баяғыда телевизордан ютубқа ауысты ғой. Бәрі жаңалықты ютубтан іздейді, ТВ шоуларды ютубтан іздейді, барлығы заттікі ютубтан іздейтін болып кетті. Өмірмен ғой. Сондықтан сома ютубта өздеріне керекті контентті, керек каналдарды адам іздеуге выборы өте көп та қазір. Мысалға, бізді іздейміз дегенше, ол білу керек, ол бізде охват аз пока. Охват аз болғандықтан рекламодатель ол қарайды да, мысалы, так, неше подписчик бар, неше просмотр бар. Аз болса сен қызық емес. Мысалы, стабильно 10 мың жинап тұрсақ әрбір шығарылымнан. Ол уже атыраулық болсын, жалпы қазақстандық компаниялар, спонсорлар өздері табыла қоятын еді. Бірақ енді араларыңызда көрермендер, спонсорлар бар болса, қай жерге рекламаларыңызды беретіндеріңізді білмей жүрсеңіздер, біздің подкаст сіздермен сотрудничествоға ашық, келіңіздер. Келісеміз барлық жағынан. Сен өзің пока төлеп жатсың да? Иә, все, өзім пока тек бір шығарылым түсірдіңдер ма сонда? Екіншісі монтируется. Монтируется. Дәл қазір жүріп жатыр маған видеоны. Күшті. Екіншісі монтируется. Сол, каждый раз енді өзің не істейсің ғой, пока что вкладываешься, но я надеюсь, что когда-нибудь он сам себя будет окупать, поэтому. Я, тем более, сен монетизацияға шықтың ғой. 1000 подписчиктен астың, просмотр нормальный жиналып тұр. Мен уже там заработала, Нигерияда жүргенде, Южный Кореяда жүргенде. Қанша таптың қызық болса, маған қызық болып тұрайды $83. 83 доллар. Вообще неше просмотр болды, не помню. Сондай $83 алдым. И то мен ары қарай жалғастыра берсем көбейе беретін болар. Просто мен тұрып қалдым ғой. Келгеннен кейін сосын осында келіп подкаст түсіріп бастадым. $83 ондай көп ақша емес та, 40 мың теңге ма сонда? Иә. Это кам маңдай теріңмен. Но у меня же там тоже просмотры не такие большие. Негізі айтады ғой, ойбай монетизациядан керім ақша, там особо ақша жоқ. Ты должен платить бұл ақша үшін. Хотя мен деген, почему мне нравится влог именно, потому что сен онда монтаждап, бірдеңе іздеп, деп жүрмейсің, просто күніңді түсіріп жүресің да.
қызық қой тоже. А мында мысалы сен студия, свет, микрофон, қырт-сырт нелер шаруалары көп. А влогта просто түрінде салып жіберсең болды. Иә, влог деген енді и то адамға ол влог қызық бола ма, қызық болмай ма мәселе содағы. Сол Қызық үшін мен ол болмаса сияқты түсе алмаймын, потому что қызық емес сияқты. Вот я утром встала, там что-то еще. Кому это интересно? қандай бір танымал влогерлер бар ма, мысалға дәл сенікіндей бір контент жасайды, мықты, кәдімгі успешный қазақстандық дегендей бар ғой. Ойбай. Ондай, мысалы, Африка туралы контент жасайтын ондай влогерлер жоқ сияқты. Так что сен андай, меніңше, уникальныйсың ғой. Тек просто андай не істеу керек сияқты, кішкене продвигать етіп, таргетке салып па, монтажды күшейтіп. Еріншекпін страшно. Страшный еріншекпін бар ғой. Неге? Менің күйеуім наоборот не істейді. Давай, түр, давай. Сені итермелеп тұра ма? Я, мен так өзім жаман еріншекпін. У меня идей много. Идея, не жетеді, құдайға шүкір. Сосын істейтін бір не керек та маған. Страшный еріншекпін мен деген. Шабыт келе бермейді дейсің ғой. Шабыт келіп тұрса, вот болады, тұқ-тұқ деп тұрсайын да. Вот мысалға окошқа кәдімгі керемет. Мен оны Ақтаудан алдыртып алдым еще. Ақтаудан алдыртып алдым, Ақтауда тұрады ғой. Өзің шақыртып алдың ба? Иә, Келді ол. шақыртып алдым, қонақтадым, бешбармақ ашып, бас асып бердім мен оған. И содан кейін уже тұрып қалды. Екінші нені түсірдім, тоже әлі. Бірақ істеп кетсем. Маған ол рекпен шыққан жоқ, мен іздедім ғой сені, сол кезде бар шықты. Ол потому что мен ешқайда оны продвигать етіп жоқ, просто сториста айтты, мен түсірдім деп. Мен оны рилсқа салсам, тиктокқа салсам, айта берсем, может. Мен мысалға сол жерде сторис салдым, допустим, 25 мың адам қарады ма, соның қанша дедім, 2 мың жарым дедім ба, сонысы қарады болды. А мен егер рилсқа салсам, может быть, больше просмотр болады. Жоқ, бұл жерде әңгіме просмотрда емес, бұл жерде қаншалықты ұзақ қарайды адамдар. Сен видеоңды ашты, мысалға 30 минуттық видеоңды тек 5 минутын қарай ма, әлде 20 минутын қарай ма, әңгіме сода ғой. Просмотр көп болғанымен. Көбісі, типа, цену скажу в конце, деп айтады ғой. Почему? Потому что адам қарау керек до конца. Они бар qualified views деген бар, качественные просмотры. Качественные просмотры, когда человек басын аяғына дейін айналдырып жібермей, сол кезде ғана сен ақша аласың. И то копеечный. Анонсты да сол себепті істейді ғой, подкасттарда. Кішкене андай қызықтырып, интрига салып қояды, и соңына дейін күтеді, так, соңына дейін не айтады екен деп. А что это было дызылдап тұрған маңдан бері? Басымды ашылып қалды ғой? Ну, здравствуй. Ана звукқа бір жеткен жоқ па? Мынау ма? Мынаны дұрыстап жіберейін ба? Ой, бұл мына бір жыр болды. Мына не жоқ па? Дұлыстардан скотч жоқ па? Ана бүйтіп істеді ғой, қазақ байске 2 скотчты бүйтіп айналдырды да. Сол кондерді может ұшытсақ, жылы онсыз да? Қарсы емессіңдер ма? Ана жел кәдімгі мына жерге келіп тұр, мен сезіп тұрмын бар ғой. Неге Тарантино? Қазір, неге Тарантино дейсің ба? Білмеймін, просто андай күшті постерлар іздеп аттым мен бар ғой. Бір интернет магазиннен қарап аттым, сосын бірнеше вариант болды. Сосын Рафа мен Нұрсұлтанмен ақылдасып осы Тарантиноны қалдырдық. Негізі Тарантино андай ғой, кинематографиядағы бір ерекше тұлғалардың бірі өзім үшін. Несе оның 9 ба тек қана фильмі бар ғой, бірақ қай-қайсысы да үлкен андай хит болып қалды да. Кәдімгі классика ғой, қазақтың деппін ғой, әлемнің кинематографиясындағы. Соның ішінде қазақтарда бұл кісіні кәдімгідей қарайды, бағалайды, кинолары өте құнды. Әлішерде подтвердить алады. Мен оның киносын білем, ана нені. Убить Билла его фильм? Kill Bill, я онка. Pulp Fiction его? Я. Қазір түсініп тұр не деген. Смотря сколько details деп. Pulp Fiction. Сосын ана бір не бар еді, про... 94-ші жылы кино қайсысы? Ума Турманнан дейтін. Криминальное чтиво. О, да. Сосын не ана құстар жайлы. Құстар жайлы? Бір құстар келіп. Что-то этот эпизод помню. Шықып тастай ма, или бүйтіп үстінен шығып кете ма, бірдеңе болды. Қой, ол не сияқты ғой, қалай я плюю на ваши могилы сияқты құстар келіп шығып тастайтын. По-моему, Тарантино. Қыттай кезімде көрдім мен соны, Тарантиноның. Тарантиноның несі бар ғой, может, просто какой-то бір эпизод. От заката до рассвета ма. Ойбай, ана неден ағаштан не жасап алады. Баяда жаман қорқатын едім, видеокассета болды. Омерзительная восьмерка, не Джанго, бәрі осы кісінікі ғой. А сен өзің киноға қалайсың? Жақынсың ба, негізі? Қатты қарайсың ба? Киноманмын деп есептейсің ба өзің? Мне больше музыка, чем кино. Больше музыка? Да, кино қараймын былай. Соңғы қараған киноң қайсысы? Біз кеше Джесси екеуміз The Abyss деген кино қарадық. Білмеймін орысша қалай екен. Қай жақтікі производство? Швеция. Что-то в последнее время на Netflixте Швеция көбейіп кетті. Европейский кинолар. Швеция? Корея онсыз да көп.
иә, Корея бірақ қарамайсыңдар. жоқ. Швецияға, окей, Швециядан мана киноның аты не дедің? Ана не бар ғой, ойбай, вулканның аты ұмытып қалдым. Соның қасында Этна, Везувий, итальянский вулкан ба, қандай вулкан? Кируна деген қалада тұрады. Аналар шахтерлардың қаласы. Сол Швецияның өзінде ма? Иә. Сол, короче, ана шахта түбіге түсіп кетеді, сол кезде, короче, эвакуация города, анау деген бір кино қарадық. Но мен интересно, что андай режиссер кім не дегендерді көп. Сен оригиналда қарайсың да киноны? Иә. Тек английский. Я начала это делать, когда я начала зарабатывать, потому что оригинал хороший, ақша төлеу керексің. Я Netflix. Вот интересно, бір нәрсе айтайыншы. Бізде люди не умеют платить за контент. Бар ондай. Мы же не платим за контент, өлең скачиваем. Мысалы, сен кеше Айзидаға сұрақ қойдың ғой, сен немен ақша тауып жүрсің деп. Немен ақша тұрады, вот честно. Тойский әншілерді өй тойский әнші дейді. Басқа қалай ақша табады, сен өлеңнен ақша төлеп жатсың ба, төлеп жатқан жоқсың. Диск сатып алмаймыз. Диск сатып алмайсың, альбом сатып алмайсың, концертіне бармайсың. Қазір енді бертін келе шығар концертіне не бастап жүрген. Сол, мне кажется, 91 бастаған сияқты концерт беріп, билет сатып деген сияқты бұрын. Енді, конечно, бар андай Сәкен Майғазиев. Жоқ, Музарттың бұрыннан бері концерттері. Но я имею в виду, кәдімгідей турға шығып, анандай кәдімгідей бір 91 мысалға бір шыққанда бүкіл қаланы аралап не істеп келдім. Адам концертке барып, жастар концертке барып, содан бастап үйренген сияқты деп ойлаймын. Ол бір жағынан енді халықтың да жағдайы біртіндеп жақсарып келе жатыр ғой. Қазір комментте міндетті түрде жазады, қой Қазақстан. Ақшамыз жоқ болғанда қайдағы концерт? Жалпы жайлап біртіндеп халықтың жағдайы жақсарып келе жатыр. Жақсарып келе жатқандықтан халық енді қазір кішкене выбор бар да, маған таңдау бар. Концертке барам, тағы да басқа бірдеңе. Или самса жеймін дейсің. Или самса жеймін. Или просто мен концертке лучше ақшамды жинайын, ал нені өлеңдерді әзірше телеграмнан тыңдай тұрайын дейді да, мысалға. Жоқ, неге мысалға Голливудтың әншілері керім неде тұрады? Жаңағыдай особнякта тұрады, қырғын машиналар бар. Потому что олардың өлеңдерін сатып алады, альбомдарын сатып алады. Ояқта пиратская версия деген понятие жоқ. Бізде сияқты телеграмнан бесплатно скачать етіп алады. Тіпті пиратская версия болса да, оларда, по-моему, даже совесть не позволяет дейді ғой. Незаконно, еще совесть не позволяет. Сондықтан олар әдейі легально барып, меломан сияқты дүкендерінен дисктерін алады, пластинкалерін, даже пластинка алады. Білмеймін, бізде пластинка ала ма, жұрт алмай ма. Әлгінгі дейін солай ғой. Элементарно бізде мысалға, окей, Apple Music'та көп қазақша әндер жоқ шығар, бірақ Яндекс музыка бар ғой мысалға. Яндекс музыкадан пайда көреді. Көрмейді емес нелер, әншілер болсын, композиторлер меніңше пайда көру керек. Сондай платформалар арқылы халық егер өлең тыңдайтын болса, сондай Кинопоиск сияқты ақылы сайттардан кино көретін болса, меніңше ақырындап адамдар соған да үйренетін сияқты. Енді мысалға алдында мен бір сериал айтып отырдым да, стористарда. Сосын қайдан қарауға болады дейді, ТВ+-тан қарауға болады десем. ТВ+-те подписка. Енді сол бесплатно емейтін, білмеймін бесплатно қайдан қарауға болатын. Бір ретте мен, мысалға мен блогта көп реклама алмаймын. Мен не люблю вот эта реклама, не деген, потому что это не основной мой доход. Мой основной доход — это наш бизнес, который учебный центр. Поэтому как-то второстепенно. И мен оны делаю, например, мертвый сезон деген бар ғой. Учебный центр, любой бизнеста мертвый сезон болады. Сондай кездерде мен просто предпринимательге көмек ретінде иногда акция жасаймын. Бесплатно емес, но какую-то плату, потому что бесплатно десең, ана жерде кетеді, деп какую-то определенную пониже стоимостьпен рекламу делаю. Это бывает редко, например, перед Новым годом, как раз продажа тоқтап қалады ғой ол кезде. Или после Нового года, жаңағыдай. Перед Новым годом учебный центрларда продажа тоқтайды. Потому что жұрттар уже жаңағыдай подарка алады, бүйтеді, сөйтеді. После Нового года даже подарка алатын магазиндерде мертвый сезон болады. Өздері сезондар бар. Сондайларда мен акция ұйымдастырып тұрамын. Сол бір күні бір акция жасап, и то мен деген андай толтырып сала бермеймін да. Мысалға мен 10 адам алдым ба, соны мен 20 күнге бөлем. Арасында күн салам. Потому что каждый ана алған аккаунтқа 24 сағат уақыт керек. Потому что мен анадан кейін алып, мә саған, там, допустим, подарочный магазин, и на тебе магазин одежды деп бүйтіп істемеймін да, араларына уақыт салам. Сол бір күн маған бір жазды, что-то сен в последнее время много рекламы деп. И сосын мен жоғары қарадым ғой, бұрын не жазған екен, байдан бері подписаны меня. Менің рецепт бойынша бауырсақ істепті. Еще маған фотосын жіберген, рахмет, бауырсаки получились вкусные, анау деп. Мен Нигерияда жүргенде жазған екен, енеңді көрсетші, анаңды көрсетші, ананың дәмі қандай, потребляет мой контент. Южный Кореяда жүргенде, анда барып көрші, менен көрсетші, ана жаққа барып, мынаны жеп көрші, ананы бүйтші, мен ананы көргім келеді, сон потребляет мой контент Южной Кореяда. Но за это ни копейки не заплатила.
Енді я же тоже должна чем-то как бы зарабатывать, да? Если у меня этого бизнеса нету, если у меня только блог один, допустим. Бар ғой енді көп блогерлер, которые чисто на рекламе выживают. Их тоже можно понять. Мысалы, постоянно реклама, зачем ренжуге, если ты за подписку заплатила? Нет. Нет, не Ты заплатил. у меня что-то там определенный бір нәрсе төлейсің ба, бірдеңе сатып аласың ба? Жоқ, ты просто бесплатно потребляешь мой контент. Так будет да, бірақ шыдау кішкене ана рекламаға. Әрине. И сондай енді бізде түсінбейді да контентке төлеу дегенді. Не үшін төлеу керек деген не да? Платный деген нәрсе болса уже сразу деп шығады. Сол ғой, сол меніңше кішкене адам жергілікті біздің халық әлі үйренбеген да сондайға. Ол біртіндеп ол келетін нәрсе деп ойлаймын. Ол сондай явление да бір жайлап келеді. Меніңше сол кезде как раз сен сияқты блогерлер кәдімгідей пайда көре бастайды деп ойлаймын. Бұл жерде енді мен де шағын былай рекламалар шығарып тұрамын ғой. Реклама шығарған кезде именно стористі ешкім қарамай кетеді ғой. Білмеймін қалай екен, бірақ сторис кәдімгідей реклама түсіне ма, реклама екен андай алгоритм Инстаграмның кәдімгідей. Жоқ, неге рекламадан адамдар қорқады до такой степени? Во-первых, сен өзіңе мүмкін керек нәрсе табатын шығарсың ол рекламадан, да? Өйткені мен өзім, мысалы, қазір мен бұрын блогер, Инстаграм дегендерді қарамайтын болдым өзім бар ғой. Поэтому, когда мне говорят, мен білмейді екенмін деп, я их понимаю, потому что мен де бұрын білген жоқпын. Мен өзім блогер бола келе, біздің блогерлермен араласып, дос болып кетіп жүргенбіз, да? И мен олардан да қараймын. Баяғыда не болды, білесің ба? Redfish деген болды. Redfish болды. Сосын Choco, бір бәле. Choco Life деген болды. Солардан болатын болды ғой, андай промокод шығады, талондар шығады, баяғыда соны қолданып 20% жеңілдік. Я, соларды қолданып едік, баяғыда. А қазір блогерлер бар. Через блогеров ты получаешь промокод, через блогеров ты получаешь информацию, где есть полезные вещи. Ұялмай сұрайсың ғой, анан же қайда бар деп, как будто мен не сияқтымын, информационное бюро по Атырауской области, блин. Андай қылып сұрайды да, но при этом, когда ты делаешь рекламу, им это не нравится. Сол. Слишком много рекламы. Же енді сенің жалпы подписчиктерің көп қой, 100 000 подписчиктен ол енді бір жарты Атырау деп айтсам қателеспеймін. Құлсарыда население қанша 50 бірдеңе 60 мың дейікші шамамен. А там получается Құлсарыдан да көп адам қарайды. Енді тек Құлсары емес, сен Атырауға қарайды, басқа қалаларға қарайды. Просто мысалға біреу айтады да, например, мен вот у тебя қанша 3000 подписчик ба? Вот видишь, сен айтып тұрсың, ой айтпай-ақ қой деп. Сен 3000 адамды мына жерге шақыршы. Представь себе, сколько это человек, 3000 адам деген. Это хрена. Поэтому не надо так недооценивать, да? Мына жерге сен 3000 адам сыймайды мына жерге. 50 адам сыйсаға, 50 адам. Мысалға реклама жасағанда айтады да, тоже маленький блогер, но зачем тебе 40 адам қараған, если, допустим, сенің 3000 адамыңнан бір сен реклама жасайсың ба, соның 50 сатып алса, ты прикинь, 50 клиент алып келесің сен бір неге. Мысалы 100 000 адамнан 40 адам шығуы мүмкін, бірақ ол сенің 50 адамға қарағанда аз дейсің. Вот. Поэтому не количество важно, а качество важно. Качество подписчиков. Поэтому я тоже не беру много рекламы, потому что көп реклама алған адамнан, адам блогерден андай не болып қалды. Что-то постоянно все рекламирует. Маған мысалға айтады да, сен бердің ба, значит, саған толықтай доверяем. Почему? Потому что я не беру всякое. Тек қандай өзің сұрыптап керек реклама аласың. Слушай, абырой ғой сенің. Сосын бір жағынан мысалға сен айтып отырсың, анда 3000 подписчик деп мен негізі айтпайтын едім, сен айт дегенсің айтып отырмын. 3000 подписчик болғанымен мысалға болады бір публикацияны 4,5-5 мың адам қарайды да. Сонда мен айтамын да, андай еще стабильно қарап тұратын адамдар бар, бірақ маған не подписан. Сонда жалко ма деймін да, андай просто подписаться ете салу. Маған бір онсыз да қарайды сен. Страницамда 70 миллион адам қараған. 70 миллион. Мен айтамын, хотя бы бір штук миллиончигі неге жазылып кетпейді екен деп. Сол ғой. Просто қарап отырады. Мен де мысалға статистиканы қараймын ғой, 40 адам без подписки қарап отырады. Сол неге екен сол? Крысалар. Не ғой менталитетіміз сол ғой. Маған біреу жазып қойыпты бір күні. Я так тебя обожаю, мен сені с той стороны күнде деп қараймын, бірақ я на тебя не подписан. Блокнула нахрен. Зачем мне такая крыса? Ана подкастымызда да мысалға әр шығарылымда сенде бірінші шығарылым, сосын эйзимен болған шығарылым, кәдімгідей просмотр біздің подписчигіміздің санына қарағанда бірнеше есе көп болды да. Мен айтамын, хотя бы сол әрбір екінші қараған адам бізге подписация етсе, біз енді кішкене подписчиктердің санымен охватты көбейте аламыз ғой. Ол да бізге қолдау да. Сіздер үшін бір ғана тек кнопканы бүйтіп баса салу, біз үшін ол кәдімгідей үлкен бір андай қалай бір күшті кайф
кайф көреміз да, андай адам жиналып отыр, подписчик жиналып отыр деп. Сондықтан жергілікті блогерлерді, жергілікті ютубер, влогер, тиктокерлерді қолдау мақсатында барымызша жазылып отырайық. Одан біз ешқандай ақшамыз кетпейді қалтамыздан. Бәрі тегін ғой, тек подписка деген. Кіріп жатырық бәріміз. Қолдап білу керекпіз. Адамдарда бар ғой. Мысалы мен бүгін маған пиар рассылка келді. Ади Тажиев деген біздің местный визажист балға өзінің тональный кремін шығарған. Тональный крем, білесің ба тональный крем не екенін? Хе-хе дейсің. И туш шығарған. Соны маған бокс қылып жіберді. И мен соған, короче, 4 сторис па сондай арнап кәдімгідей ашып, соны көрсетіп сөйттім да, соны маған біреу жіберді. Қаншама блогерге жіберді осы Ади Тажиев. Именно сен дейді да, соны ашып кәдімгідей қарап көрсетіп, анау мынау эмоциямен не істеген дейді. Неге өйткені мен қолдап тұрмын да ол кісіні. Біздің местный бала старается что-то делать, у него что-то получается, что не получается, он что-то делает. Почему бы нет, почему бы не жаңағыдай қолдап жібермеуге деймін да. Кейбірлер болады, кейбір блогерлер маған төлеген жоқ, мен неге өйтіп не істеуім керек деген сияқты. Дело не в деньгах. Просто андай бір мелочь, но приятно. Ой, она сторис чем 30-й утпытит, ну камон. Зато ему как приятно. Сол ғой, Адида жеке өзім танимын, жақында ғана маған жазған, солай салай, мен подкасттарын шығып отыр не деп. Бұйырса қашан барамыз подкасттың Ади. Мен айтамын, Ади, сен келетін болсаң, сен уже рекламамен келейін деп түсің деймін ғой. Сен келетін подкаст ол деген уже коммерческий подкаст болады деймін ғой. Ади, сондықтан давай реклама үшін келетін болсаң, дұрыстап дайындалайық. Молодец, это не просто. Иә, оңай емес сол. Тем более ол адамның көңіліне шығып. Еще деген ол косметика, вдруг біреуде аллергия басталып кетеді да. Это прикинь, какие ол жауапкершілік қой. Да. Какая ответственность. Ол жағынан Адидікі ерлік, иә, ол көбі айтуы мүмкін, бұл не еркекке тән нәрсе емес деген сияқты нәрсе. Айтылмайды емес, айтылып жатыр ғой. Өйткені Ади екеумізде бір ерлер киім дүкенін жарнамалаймыз Инстаграмда. Сондықтан мен Адидің маңдай рекламаларын шыққан астына комментарияларды оқып тұрамын ғой. Ана косметикасын тыға беретін блогер ма деген сияқты жазады да. Мен айтамын, ол тырысып жүр. Керісінше ол өзінің продукциясын шығармағанда нені шығарады. Ол да табыс көру керек қой. Ол да ішкі өнім ғой. Былай в конце концов айтқанда ол осы Атырауда жүріп, кәдімгі атыраулық брендті көтеріп жатыр да. Ол сырттан бірдеңені әкеліп, мына жақта пихать етіп жатқан жоқ. Делдал болып өзінің атымен жаңадан жақсы нәрсе дүниені шығарып отыр. Неге қолдамасқа? Бізде последнее время күшті көп жаңа шығарып жатқан. Біздер мысалға мен балдарым амбассадор Айсан деген подгузниктің амбассадоры. Тоже атыраудың предпринимательдер шығарып жатырған. Мықты. Сен мысалға бола ма? Product placement, бірақ та саған төлемейді, саған айтады, окей, мен мындай бір продукциям бар, осыны шығара қойшы, поддержка ретінде деп. Сен сондай кездерде қалай? Реклама деп қабылдау мүмкін сырт көз. Бірақ та сен түсініп тұрсың, ол реклама емес. Сен ешқандай пайда көріп отқан жоқсың одан. Таких много. Ондай көп та. Тажиев сияқты, мен ни копейки не заплатил. Да. Бірақ сен де тегін алдың ғой продукцияны. Да. Вот это не тегін, кстати. Тегін емес па? Смотри, что я говорю. Бізде бартерді көбісі тегін деп ойлайды. Даже деген кейбір основательдер, бизнесмендер жазып жібереді да. Біз сізге продукцияны тегін жібереміз. Сіз реклама. Это уже не тегін, это услуга за услугу. Вы мне ничего бесплатно не даете. Я оплачиваю своим трудом. Своим временем. Жарайды, жарнамасымен кәдімгідей сол жердік, мына жарнама туралы әңгімелесіп. Жоқ, татыр сен бәрі бар ғой. Эзиді айқындайсың, солай айтып қой. Сол айтам деді ғой сен. Мына соңғы шығарылымыз, достар, көрмеген болсаңыздар, мына жерде қазір не болады? Подсказка болады. Эзи мен біздің 5-ші шығарылым шыққан болатын. Бүгін 10 наурызда бізде қанша 4,5 5,000-нан асыпты просмотрымыз. Енді бұл кісіні қайдан таниды деп бұл жерде Заида ханым сұрап отыр менен. Ақпан айының басы болу керек. Стористерді ақтарып жатырмын. Сол кезде мен қазақша квиз ойнаймын. Қазақша квизге бірге барып жүрген ағаларымыздың бірі, сөйтіп ағаларының әйелдерінің қалай айтсам болады. В общем, бір жеңешем. Әйелдерінің емес, бір әйелі ғой конкретно бір әйелі ғой. Что за многоженство? Жоқ, многоженство емес, әйелі көп емес, бір ғана әйелі ғой. Сол жеңешем шығарады стористі. Стористің ішінде Эйзи жүр екен. Сосын мен манағы Талғат деген брат қой, 82-ші жылы. Талғатқа жазам. Тәке, Эйзи ма? Эйзи не істеп жүр деп. Иә, сөйтіп манағы Талғаттың әйелінің подружкасының туған інісі екен Эйзи. Ойбай, татыр. Құда бала болып дейсің. Иә. Талғаттың әйелінің
подружкасының туған інісі. Подружкасы сенің құрдасың 91. Зульфок, Зинкаева Зульфок. Сол Зульфок арқылы Эзиға шығам. Алдымен Талғат арқылы сөйлесем, Талғат Зульфок айтады, Зульфок маған шығады WhatsAppпен. Сол жерінен келісеміз, не қалай, анау не туралы әңгімелесеміз, не туралы әңгімелеспейміз деген сразу сол жерден шешіп тастадық. Подкастта бір конкретный бір тақырып қозғаған жоқпыз, өзің де түсінген шығарсың, түсінбесең кейін айтамын. Сондай моменттерін біз келісіп алдық алдын ала. Келіскен енді спонтанный подкаст болған жоқ, бұл жерде жасыратын ештеңе жоқ. Бір конкретно тақырыптар айтылмайды деп біз алдын ала келістік. Сол жасыратын не бар тағы дейсіз. Керісінше айтатын не бар тағы бұл жерде подкаст. Сен хейтер болдың бірақ. Мен Эйзидің хейтері болдым басында, өйткені оның имиджі маған ұнаған жоқ, ең басынан ақ. Сосын кейін егер шын мәнінде өнерді бағалай білетін адам болсам, мен өнердің сапасына мән бере білуім керек деп сөйтіп өзіме бір ультиматум қойдым да. Ол түрі ғой. Ол жерде айтылып жатқан әндері, оның мағынасы, ырғағы, подачасы ол кәдімгідей ерекше бір дүние да. Мысалға Эзидің сөйлегенін көбісі айтады да, мысалы интервьюда неде сөйлеген қызық қой енді, біздің кәдімгі балықшының баласы ғой енді. Бірақ енді ол сахнада вообще басқаша ғой. Сен концертіне барып көрдің бе? Мен мүлде 91-ның концертінде болып көрмедім. Өтірік айтам. 91-ның бір выступлениесінде болдым. Ол ою не болды? Ою фест 2023-те Алматыда, бірақ ол кезде Эйзи жоқ. Эйзисіз болды. Мен бірінші концерттерінде болдым. Эйзи бар ғой, как будто, бывает, не из мира сего. Вот он в жизни былай сөйлегенде былай болғанмен сахнада вообще басқаша. Он прям өзінің бөлек әлемі. Он и не с ними контактирует, не с ними, өзімен өзі. Бірақ он при этом такой, и андай бір звуктар издавать етеді ғой, күшті, красиво, кәдімгідей. Андай песню не портит, а наоборот күшті қылдырып жіберетін бір өзінің бір нелері бар, звуктар. Я не знаю, как это объяснить. Соны вживую сахнада жасайды ғой. Ладно, там студияда вдруг, да. А анда деген кәдімгі күшті бірдемелер десе, вообще крутой. Харизма бар енді ода. Очень крутой вообще. Бұлай өзі сөз саптауы несі енді не болғанмен, но так вообще шикарно. Қалай айтсақ болады, сценический образ деген нәрсе бар ғой, енді өнер адамы болғандықтан сценический образ болады, сахнада бөлек өзін көрсетеді. Былай сұхбаттарда немесе былай көшеде кездесіп қалғанда ол адам мүлде басқаша болуы мүмкін. Біз ондай адамдардың талайын көрдік енді. Енді мысалы комментарийда жазады, типа ой, дұрыс сөйлей алмайды анау деген сияқты. Ол сөйлей алмайтын адам анандай текст жазбайды. Тексттан оқыдың ба, қандай астарлы нелер жатады да. Қаяқтан табады ол игра слов деген бар ғой, кәдімгідей вообще классно. И, конечно, қайсысы Зак, қайсысы Эйзи жазып жатқан білмейсің ғой енді. Бірақ потом Эйзидің өзінің нелерін тыңдап келгенде де он очень любит игру слов. Жаңағыдай бірдеңесіз жаңағы құрттың ғыттағы деген сияқты ғой. Былай, вроде evil былай. Тағына отыр. Блин деп қаласың ғой, я. Как он это прям додумывается до такого деп ойлап қаласың. Ол да кәдімгідей не ғой? Қалай талант қой ол деген. Талант андай текстер шығару үшін, андай ырғақпен шығару үшін, кішкене мелизматика қосама, бір сондай бір несі бар. Да, есть, у него музыкальность есть, прям классно. Иә. Сен қалай қашаннан бері музыкамен айналысасың? Айтпақшы, Заида бізде блогер болғаны былай тұрсын, ол мықты музыкант. Кәдімгі джаз әндерді айтасың сен. Попса әндерді айтасың. Рэпті де оқитын шығарсың, мен таңғалмаймын айтамын дейсің. Бәрі айтамыз. Қашаннан бері музыкантсың? Қазақтың халық әнін де айтамыз, термин де айтамыз. Мен негізі мама өлең айтады, айттым ғой. Иә, термеші дедім. Иә, нағашы жақтарымның бәрі өлең айтады, бәрі бірінен бір өткен өнерлі адамдар. Соның бір кішкене жұғымы жұмып қалды бізге. Бірақ мен өлең айта алмаймын деп жүрдім көпке дейін. Мен бізде мектепте, мен бүкіл апаларымның бәрі өлең айтты ғой. И бізде организатор болды бұл мектепте. Сол айтатын болды маған, сен фундаментінде бар, сен өлең айтасың деп. Мен айтамын, жоқ, басқа, мен именно өлең айта алмаймын, я бездарность деп. Жоқ, айтасың. Бір күні 25 майда не болады ғой, соңғы қоңырау. Сол кезде сол өлең айтасың деді, мен айтпаймын дедім. Нешінші класста? И в итоге 11 болып тұратқанда. В итоге неде тұрмыз жаңа соңғы қоңырауда, мен сол қосқанда маған микрофонды береді ғой. Мен айтпаймын дедім, мен айтқан жоқпын таки. Мен мектепте вообще өлең айтқан жоқпын. Сөйтіп универге келем. Алло, мы ищем таланты. Не дейтін посвящение студенты, бірдеңе ештеңе. И вдруг я там раскрылась. Өлең айтып бастадым сол жақта. Бірақ та мен и то не понимала, насколько я крутая на самом деле. Я это понимала, мен Теңгизге барамыз ғой. Мен андай ғой, любой жүрген жерде өлең айтып жүрмін. Не могу я. А там біздер open space'та отырмыз. А open space'та деген біреуге мешать ете алмайсың ғой. Жұмыс орнында. Да, что я делаю, я иду в туалет.
уборныйда андай еще бірнеше кабина бар ғой, мен рахаттанып өлең айтып аламын. Енді бақырып емес та, енді ну хотя бы андай ыңырсып болса да айтып аламын. И потом люди начали это слышать. Туалетте өлең айтатын бір адам бар деп уже сыбыспа жүріп бастады. Я это тоже слышу. Сол бір күні біреу келіп тұр, сен емес пе туалетте өлең айтатын деп айтам, бля. Я мен. Сол айтады, бізде No Idea деген лайфбенд бар, солар вокалистку ищут дейді. А мен вообще никогда лайфбендпен өлең айтып көрген жоқпын. Енді давай попробуем. Сөйтіп барам, короче. А до этого мен еще выступаю, жаңағы келген қыз Lunch and Learn деген программасы болды. Жаңағыдай иностранецтерге қазақша үйретеді или орысша үйретеді, сондай. Түскі ас кезінде. Иә, түскі ас кезінде бір сағат обедтің уақытын соған арнайды олар. И соған айына бір рет компания спонсирует, у них жаңағыдай типа выпускной сияқты бірдеме болады. Айына бір рет. Сонда бізге выступать етеді. Я выступила, Адельдің өлеңдерін айттым, все начали называть казахская Адель деп. Сол, короче, мен ана жерге барам. Біреу тек қана естігеннен кейін мен өлең айтқан. Она такая крутая, она сякая. И мен ана жерге барам. Бәрі жаңағыдай американский рок айтып жатыр да. Мен ана жерде шок. Я такой первый раз вижу. Это так круто было. И вдруг они уже отрепетировали, сосын маған айтады, давай сен енді микрофонды маған береді и начинай, короче. Дың-дың-дың-дың-дың-дың. А я не могу, мне ничего не идет. Потому что я видела, какие они крутые, и мне уже аузыма құм құйылып қалды да. И они на меня смотрят, типа, давай начинай деген сияқты. Сосын, а давай, может, это, может, тебе неудобно, тебе, может, мониторы, бәрін істеп берді. Айта алмай жатырмын, именно өзіле, there's a fire. И айта алмай жатырмын, вообще не выходит. Соң айтады, ладно, как-нибудь потом, келе бер деп, сөйтіп, репетицияны барып, үйреніп, айтып кеттім солай. И сонда маған айтады да, жаңа Родни деген бас-гитарист болса айтады, есть разница между караоке певцами и лайфбенд певцами. Лайфбенд так өте қиын дейді, потому что там все вживую играют. А караоке, это же минусовками айтқан кезде, ты же знаешь, где что. Спокойно можно жаттап, а там любой факап может быть. Кто-то там залажает, а сен соған не істеп қалмай ілігіп кету керексің деген сияқты. Біреу там вне тонны, бәрін естіп тұрасың ана жерде. Соны бәрін контролировать етіп не істеу қиын деп айтады. Қай универде оқыдың сен? Осында Атырауда оқыдың ғой да? Мен негізі Евразияда оқыдым, Оралда. 4-ші курста мен хотела свободное посещение. А мен университетте палочка-выручалочка орын. Андай, енді сөйлеп қалған адамбыз ғой, андай бірдеме болса университеттің артынан жібереді мені постоянно. Өлең айтуыма, бірдеңе қорғауыма, бірдеме презентацияма, бәрінде мен жүретін болдым. И мен жүрген жоқ неге свободное посещение. Хотя менің группаластарым бәрі кетіп қалды да, и мен сол кезде онда мен келмеймін деп, короче, бір апта сабақ келген жоқпын. И ана апайлар маған мамама телефон соғып, короче, отчисление қыламыз, она такая, она сякая, короче. Ну, типа, я слушалась. Сөйтіп мен отчисление қылып тастайды. А жоғарғы білімді қашан алдың сонда? Сол отчисление қылып тастайды. Потом мен кетіп қаламын Атырауға. Это как раз второй семестр заканчивается. Сөйтіп жалым жалпайып айгиға түсіп кеттім. Второй семестр айгида бітірдім. Второй семестрдан болады, в принципе, не істеуге. Просто аналар отчисление демей, басқаша алып жіберу керек, басында бірдеме, короче. Сөйтіп сол жақта кредиттерді иә, сөйтіп әйтеуір ақыры жіберді. Сөйтіп айгидан бітірдім. Че такое? Мынаны айтам да. Әулие болып келіп жатыр Тарантино мына жерге. Сол. Енді жалпы біздің подкастымыз негізі наурызға дейін шығу керек. Құдай қаласа монтаж бәрін үлгеріп жатсақ, сондықтан шамалы мына қазақтың жаңа жыл ғой енді наурыз деген. Соны сен өзің отбасыларында жалпы тойлайсыңдар ма, әлде мұндай қалай? Түсіндірейін айтайын дегенім, жалпы қазақтың дәстүрлі мейрамдары қазіргі отбасыларында тойлана ма? Және одан бөлек нигериялық өздерінің салт дәстүрлері болады, соны отбасыларында ұстанасыңдар ма? О жақтың мейрамдарын өтейсіңдер ма? Атап өтейсіңдер ма? Қалай празднуете ли вы их праздники деп ғой, орысша айтқанда. То есть түсіну осы сұрақты или? Иә. Мен негізі наурыздан бөлек көрісуді жақсы көремін. Көрсі. Наурыз ғой, это, конечно, классно, масштабно, бірақ көрсуді күшті көремін. Сол 14-інде прямо деген бір андай бір какое-то единство, что ли. Маған недавно мой муж говорит, мен айтамын, жалпы астарлысында жаңағы 14-ші наурыз не үшін көрісу, астарында не жатыр. Кезінде біз көшпенді болғанбыз ғой енді. Көшпенді болғасын, қыс қатты болғанда кто-то не выживал. Біреудің малдары не выживал, да. Жұт болады. Иә. Көктем келген кезде
көрісу басталады. Неге? Өйткені қыстан аман есен шықтың ба, мал жан аман ба деген бір-біріне қарап не істейді ғой. Мысалы айтады, қыс қатты боран ғой, сонда мен дейді. Енді мен түсініп тұрмын, неге аман есен қыстан шықтың ба деген. Мына қыстан аман есен шығудың өзі жұмыс қой дейді. Это учитывая, что мы неде тұрамыз дейді, а бұрын кезінде киіз үйде вообще шығар дейді да. Айтам, вот, поэтому көктем бастаған кезде 14-нде енді кішкене более-менее не болып тұр. 14 емес шығар, енді просто в середине марта, наверное, уже сөйтіп бір-біріне көктем. Вот почему-то мне это очень нравится, что біздер біреуге барасың, көрісіп, не деген. Сосын ана жалпы басқа қалаларда қалай екенін білмеймін, мына батыс Қазақстанның облыстық орталықтарында көрісу күнін кәдімгідей қазір тойлайтын болыпты. Бүгін енді бізде съемка 10 март күні болып отыр, 10 наурыз күні. Құдай қаласа 14 күні кәдімгідей үлкен концерттер болады дейді. Ана қашаннан бастап, бір соңғы 3-4 жылдан бастап қой, наурыздың әрбір күнін, там бір күні отбасы күні дейді, бір там наурыз күні, бір күні көрісу күні депсе, барлық нелер қателеспесем осы көрісу күнінен басталады. Негізі наурыз деген бір 2 аптадай тойланатын кәдімгідей мейрам екен ғой, былай қарасаң. Сонда сен айтып отқандай шынымен де көрісумен бәрі басталады да, сосын ары қарай наурызбен жалғасады, тағы да нелер басқа күндер аталады. Солай меніңше 2 аптаның ішінде сонда қазақ кәдімгідей бәрі бір-бірімен амандасып, бұрын бір-бірімен қас болған көршілер болсын, тумалар болсын, жалпы достар болсын, сол кезде бір-бірінің қателіктерін кешіріп, бір-бірімен қайтып достасып, қол алмасып, амандасып, бір-бірінің үйіне барып, тәтті шайларын ішіп, жақсы ғой. Сол процесс маған ұнайды. Мысалға болады ғой, болмайды емес. Бір досыңмен келіспей қалуы мүмкінсің, тағы да бір тумаларыңмен сөйлеспей қалуы мүмкінсің. Сол кезде ол көрісу 14-і немесе 14-і болмаса сол наурыздың соңына дейін немесе сәуірдің басына дейін келіп бір-бірімен көрісіп, амандасып, балдарына сыйлық апарып, олар мәз болып. Енді қазір қалай соңғы уақыттары не болып кетті ғой, WhatsApp-пен көрісу мода болып кетті ғой. Көрісу күні 2 қол жеріп тұрады. Стикер жеріп па? Стикер жеріп. Вообще мен ондайды признать етпеймін. Мысалға, біреу құттықтап жүрді, кеше біз 7 наурызыңмен видео, не жерсе, мен жауап бермеймін. Потому что, ну, хотя бы напиши 7 наурызыңмен. Зачем стикеры? Менде бір ана кемпірлер құсап ренжіп дейсің. Негізі семейный праздниктер күшті ғой. Өйткені біздер баяғыда білесің ба, баяғыда біздер бір-біріміздің үйімізде жүретін болдық қой постоянно. Бір-бірімізде ойнаймыз, жаңағы нелеріміз, двоюродный нелермен бірге өстік қой. Үйімізге қонамыз бір-біріміздің. Қазір ондай жоқ қой. Хотя бы осындай уақыттарда бір араласып қалу керек, потому что мы не вечные. Сон бағана енді қойылған сұрағының екінші бөлігі. Сен өзің қайын жұртыңның жағындағы нелерді, мейрамдарды тойлайсыңдар ма? Мен ол қандай қызықты мейрамдарын біле бермеймін. Негізі ер адамдар көбіне ойламайды ғой. Мысалы, сен шетел азаматына үйленсең, сен сол жақта тұрсаң, мысалы, допустим, ты взял в жены испанку. Вы живете в Испании. Сен наурыз тойлайсың ба үйіңде? Испанияда тұрсақ, скорее всего, тойлай алмайтын шығарсыз. Қиындау болады. Мысалы, сенің әйелің білетін болса наурыз туралы, может быть, она что-то сделает. Ол негізі әйел адамдардың өзінің бір табиғаты сондай да. А мен ода тек қана День благодарения знаю, когда, и День независимости. Солар кеткен кезде что-нибудь пытаюсь хотя бы сделать, бірдеңе не істеуге, да, чтобы ему вот это вот вкус праздника было. А в целом ол особо ер адамдар көп ойламайды сияқты дейін. Праздник не дегендерді. Но если мен білсем где-то, что как-то так празднуют, я стараюсь делать. Мына жақта олардың там нигерийская диаспора деген бар ма Қазақстанда? Бар. Жиналып тұрады өздері. Целый группалар, олардың президенттері бар, сондай, где они общаются. Мысалға, Европада қазақтар жиналып наурыз бірге тойлап тұрады, оларда Алматыда в основном. Алматыда жиналып тұрады. Алматыда көп. Мына өзімізбен өзіміз ғой, атырауда азбыз ғой. Өзімізбен өзіміз внутри тойлаймыз так, а анда прям целая диаспора там в Атырау, ой, в Алмате. Нема андай кюбалар ретінде қолға су құйып сөйтіп жүре ма? Видеоларға көрген жоқсың ба? Бір күні, да, кешесі турлетіңізді көрсеткен сол видеоны, бір күні қонақтар келгенде қолға су құйып, мен сол видеоға түсіріп салып жүредім, кетті ғой сол. Пабликтерде жүрді сол видео. Сен ана жаққа барғанда оларда анандай салт дәстүр жоқ па? Келін сәлем істетеді деген ондай. Ондай жоқ. Беташар деген оларда жоқ та ондай. Қандай бір андай сходстволар бар? Бір ортақ нелер, сипаттар, екі халықтың, екі ұлттың бір ортақ нәрсе, ортақ дүние бар ма нигериялықтар мен қазақтардың? Мысалға, мен ең бірінші жаңағы
үйленерде мен жолдас енем естіген кезде енді естиді ғой сол айналасында родственниктер солар келіп енеме айтыпты ғой типа жаль конечно деп. Неге? Өйткені нигериялықтар мысалы шетелге үйленеді ғой, американдықтарға, британдықтарға, сол кеткеннен мол кетеді екен ғой. Неге? Өйткені опять же таки семьямен араласып екі ортада көпір болатын әйел адам көбіне. Сол сөйтіп олар ойлағанда, значит, иностранке үйленіп жатыр ма, значит, все болды, ол да жаңағыдай басқалар сияқты кетеді деп. Біздер қазақтарда семейный не бар ғой, ценность все-таки құндылық бар ғой. И біздер үйленгеннен кейін видеозвонокпен сөйлесеміз күнде. Мен босанған кезде ең бірінші немересі ғой енді. Күнде видео жіберемін, күнде фото жіберемін, күнде видеомен сөйлесемін. Потому что ертеңгі күн барған кезде ол чужой ребенок болып қалмасыншы деймін да. Көз алдында өссін, хотя бы онлайн болса да, көз алдында өссін деп та. И сонда айтады да, mesela Нигерияға барғанда айтады, бір қатты риза болғаным, сендерде де жаңағыдай жанұялық құндылық бар екен дейді. Мысалы мен босанған кезде мамалар келді ғой, сонда айтады, мә біздікі сияқты барады ма деп. Оларда былай босанған әйелдің мамасын шақырады. Сен хоть кіммен тұрсаң да бөлек тұр, енеңмен тұр, жаңа әйелдің өзінің мамасы келіп қарайды екен 3 ай. Неге? Өйткені они верят, что никто за тобой не может ухаживать, как твоя родная мама. Жаңа босанған әйел требует уход. Естественно, особенного ухода. Иә, и 3 ай ана әйел деген дымында істемейді. Кәдімгідей восстанавливается жатып. Біздікі сияқты барып беш бармақ істеп шай құйып кетпейді, восстанавливается полностью. И қасына мамасы келеді көмектесуге да. Сол мама келгенін естіген кезде, біздікі не сияқты болды ғой деп. Поэтому оларда тоже семья не деген құндылықтары жақсы да. Екі балада осы жақта дүниеге келді ғой да, Қазақстан. Иә, Қазақстанда. Екеуі қалай андай азаматтығы жағы? Қазақстандықта. Иә, бізде еще, кстати, былай екен, свидетельство о рождении береді ғой. Сол кезде ұлт жазбайды. Ертең 16-ға келіп удостоверение алады ғой. Сол кезде өзінен сұрайды екен, қандай ұлт таңдайсың? У них есть выбор. Либо мен қазақпын деп айтады, либо мен нигерийцпін деп айтады. Соны жазады удостоверениеге. Жалпы ана видеоларынан балаларыңды көріп тұрмын. Көбінесе саған тартқан сияқты түрлері бар ғой. Көп сөйтеді, бірақ та менің үлкен ұлым қайнымнан оңбайды. Вот прям дене бітімі, түрі, жүрісі, сөйлегені бәрі сол қайным отырған. Қай тілде сөйлейді балаларың? Қазақша сөйлейді, анамдармен қазақша сөйлейді. Біздермен английский сөйлейді. Қазақша біледі балаларың да? Садикке барады ғой қазақша. Қазақша садикке барады да? Мен оны бұрын қазақша садикке барып жүрген кезде, мен потому что қазақ тілін білген қаладым да. Негізі бір байқайсың ба? Орыс класс, орыс садиктің балдары кішкене пысықтау болады. Білмеймін, с чем это связано. Бірақ мен именно қазақша бергім келді, чтобы он разговаривал на казахском. Потому что менің мама-папам қазақ тілде сөйлейді енді. И мен ойлап жүрдім, білген қалай күн көреді екен деп садикте. Потому что бізде английский сөйлейді ғой. И бір күні маған бүйтеді, видеода мамамен сөйлесіп отырмын ғой. Mommy look дейді, әже қара дейді. Деп бір соны байқадым. Сосын апашка келді үйге, соған айтады да. Папа, су съем. Мен айтамын, қазақша соны апайды айтамын, қазақша сөйлеймін. Конечно, қазақша сөйлейді. Бір күні садиктен алып кетсем, құрсын, Адия ұйықтаған жоқ дейді маған. Мен айтамын, құдай. Ол кім? Группалас. Группалас ба? Адия. Мен айтамын, оны ұйықтамаған сен қайдан білесің, значит сен ұйықтаған жоқсың деп. Солай қазақша сөйлейді. Ол қаншалықты маңызды өзің үшін балаларыңның? Өте маңызды. Ана тілі, ол менің тілім жетілу керек деп. Бірақ мен ойлаймын да, просто мне сейчас легче, потому что мы живем в Казахстане. Мен оны қазақ группасына бердім, садикке бердім. Егер біз шетелге көшіп кететін болсақ, қиындау болады, потому что мен жұмыс жасауым керек болады. Иә. Мен оларды үйретуім керек болады, иә. Я бы не хотела, чтобы они забыли этот язык. Мен таңғалып тұрған кәдімгідей ана нәрсеге таңғалып тұрмын. Мысалы, олар әкелері өзге ұлттың өкілі болғанымен олар қазақша әуестен біліп өсіп келе жатыр да. Бірақ та в это же время мана өзіміздің де балаларымыз бар ғой. Мен енді лично балам жоқ, әлі байдақпын ғой, үйленбеген, жалпы көреміз ғой. Если что деп қойшы. Класстастарымыздың, тағы да басқа бір көршілеріміздің балдары таза қазақ семьядан шығады. Бірақ ана YouTube деген нәрсенің кесірінен орысша тілдері орысша шығып жатады. Мысалы, ондай балалармен қалай жұмыс істеу керек? Сен ана ретінде қалай кеңес берер едің? Маған айтады, сен не қазақша сөйлеспейсің ба? Потому что мен баламен өзім английский сөйлесем. Неге? Өйткені біздің отбасымыздың тілі ағылшын тілі. И біздер үйде ағылшынша сөйлейміз. Содан маған айтады, сен баламен қазақша сөйлемейсің. Ну, во-первых, өзің балаңа
қарауыз деймін ғой. Бізде деген қазір көп балдар солай қазақша білмейді. И соны әке шешелері дәреже көреді. Самое отвратительное. Менің балам қазақша білмейді, орысша сөйлейді. Өздері 1 грамм орысша білмейді отырғанда. Мен балам орысша судай деп па? Я, это прям гордость для них. Неге? Это не должно быть гордостью, нет. Де орысша сөйлейді дейсіз. Жоқ, шынымен де өзге тілдің бәрін білу, өз тіліңді құрметтеп. Әрине. Біздер неге мысалға бағанағы айттым ғой, Кореяда көшіп кеткен Қазақстанда тұрған қыз 20 жыл Қазақстанда тұрып бір қазақша білмейтін мысалға. Неге ол біздің өзіміздің то, что мы не признаем свой язык деп орысша сөйлеп отыр дейсіз. Жоқ, біз билингвтармыз ғой негізі. Екі тілде де жақсы. Априори билингв. Бірақ смотри, Әзербайжан қазіргі жастар, Әзербайжан, Грузия орысша білмейді. Ол баяғы Совет үкіметінің кезіндегілер біледі. Неге? Өйткені ол Совет үкіметінің кезінде енді орысша болды ғой көп жерде. Одан кейін жастар уже ойлайды да, кім Совет үкіметі деген? Все, идите. Все, русский не признаем. Қазақша біздер что-то политиканы көп айтып кетті. Жоқ, мына жерде бар ғой, оларда негізі басымдылық, басым ұлт негізі сол Әзербайжанда Әзербайжан болды, Грузияда грузиндер болды. Сондықтан оларда өз тілінде көп сөйлеуге, өз тілін көп қолдануға мүмкіндік көп болды да. А бізде Қазақстанда мысалға тәуелсіздік алған кезде қателеспесем тек 41 ма, 42% ма тек қазақтар болды. Енді біз жоқ, орысшаң керек емес деп тек қазақ тілімізді қалдыра алмайтын едік. По факту солай болды. Сондықтан басқа орыс тілі болсын, басқа да тілдер болсын, басқа тілде сөйлейтін халықтардың үлесі көп болғандықтан біз біратала анандай қалай біратала емес, түбегейлі қазақ тіліне ауысып кетуге мүмкіндік болған жоқ. Неге? Өйткені бізде қазақ тілінде сөйлейтін жалпы халықтың өзі аз болды, үлесі аз болды. Тек 97 жылға қарай қазақтар 50%-ді құрады ғой. Мысалы айтады, бір столда 10 қазақ отыр, бір орыс отырсыншы, ана қазақ орысша білмесе де қасқа болып ықпық деп түсіндіреді. Неге ана орыс қазақша? Мен өзім переводчикпін, жолдасым африканец, бірақ та мен сондай бір құсаринский бірдеңем шығып кетеді мен деген. Мысалы бір жерге барғанда бір сұрайсың ғой, біз балтаймыз. Әңгімен соғып, 1,5 сағаттан асып кетті. Я не понимаю, Дима, мен уже 1,5 құрсып қалады. Өлдім, мен оған орысша сөйлемеймін. Тұрып аламын қазақша. Бір күні бір Зетаға бардым мен, магазин атын есептер салатын. Мыналар қаншадан десем, я вас не понимаю дейді. Мен айтамын, сонда сен Қазақстан тұрасың. Мен саған еще тарелка деп орысша айтып тұрмын. Сен қаншадан деген сөзді білмейсің ба деймін, сен өзің консультантсың. Бар қазақша білетін біреу шақырып кел бар деп. Я вас не понимаю деп қоймайды ғой еще. Мына тілдің саясаты өте күрделі бір комплексті нәрсе ғой. Енді оны түсінуіміз керек, оны қалай андай бір қару ретінде қолданбауымыз керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі уақытта мына ол тек өзге ұлтқа тиіп кететін нәрсе емес, өзіміздің қазақ халқының ішінде де қазақша мүлде білмейтін адамдар бар, оларға да тиіп кетуі мүмкін да. Сондықтан андай ғой, кішкене дінді кезінде қалай таратты арабтар, сол сияқты біз де қазақ тілін солай насихаттауымыз керек деп ойлаймын. Қазір мына әншілер күшті қазақша ойлайды. Сол ғой, софт дейді ғой. Софтлы маңдай өте жұмсақ түрде таратуымыз керек. Андай жоқ, сен оқы деп андай күш салып несейтін болса, кім анау деп маған айтқан. Олай істейтін болсақ, мен ойымша күшпен тұрған нәрсенің бәрі ондай ұзақ болмайды. Бізде ана бір қыз бар ғой. Казахский язык как будто язык мамбетов деп айтып. Сотақ кетті. Ой, ондай кейстер көп қой. Мысалы бір қызға айтайын, бізде бір переводчик қыз болды. Ана бала старший переводчик. Сол бір күні бір американец сөйлесіп кетіп, мен арттарында ядым. Сол айтады да, сен орысша сөйлейсің ғой, дейді. Сосын иә дейді. Неге қазақша сөйлемейсің, сен қазақ емессің ба десе, ой, старший қазақша бірдеңе деп кетірді ол. Чисто на русском, на английском разговаривала. И бір күні қауесектер жүр, білмеймін, ол потом приняли, не приняли, что дошло, да, старший переводчиктер 3 тілді переводчик болу керек. Қазақша, орысша, ағылшынша. Орысша, ағылшынша переводчиктер старший бола алмайды деген бір заң шығатын деген әңгімелер жүрген кезде каким-то образом она қазақша сөйлеп кетті. Потому что ол қазақша сөйлемесе постынан айырылатын еді да, старший переводчик деген. Деп сонда біліп тұр қазақшаны. Солай ғой. Негізі көп нәрсе сол талаптарға да байланысты болып тұр соған қарағанда. Яғни жұмысқа алғанда көп жерде қазақша, ағылшынша дейді. Орысша, ағылшынша дейді. Қазақша как не ретінде бонус ретінде жүрді да, қасында желательно деген сияқты. Обязательно емес, желательно. Ол андай кішкене қазақ тілінің мәртебесін төмен қалай таптаудың бір түрі ғой. Мемлекеттік тіліміз бола тұра анандай job description дейді орысша салай.
Қазақшасы қалай? Иә, job description мынандай жұмысқа алғанда көрсетеді ғой, осындай талаптарын көрсетеді. Сол жерде білмеймін, кішкене қазақ тілін міндетті тіл ретінде көрсету керек сияқты, сондай уақытқа жеткен сияқты. Мысалы мен сол күйеуге шығып хит болып жатқан кезде бәрі енді деді ғой. Потом мен передачаға бардым ғой, чисто на казахском. Сол кезде бәрі шок болды ғой. Мына қыздың қазақша сөйлейтіні деп. Неге қазақтың қазақша сөйлейтініне біз шок боламыз, айтшы. Сол өкінішке орай солай. Зайда біздің енді өкінішке орай сағатымыз, уақытымыз шектеулі. Мына жақта Әлішер асықтырып отыр дейсің ғой. Сағат көрсетіп барды берді. Бірақ та аяқтамас бұрын бізде әрбір шығарылым сайын бізде блиц сұрақтар болады келген қонағымызға. Зайда, сен айта қойшы, соңғы уақытта қандай бір нәрсеге кәдімгідей қатты қуандың? Не нәрсе сені қатты қуантты? Ең бірінші ойыңа келген нәрсе? Рождение дочери. Рождение дочери. Я же недавно родила дочку. Иә, айтпақшы. Бірге әлі толмаған жоқ. 2 ай ғой. 2 ай ма? Қалай, күшті ма? Ең күшті, қызықты кездері болып жатыр. Ше басқаша, қыз деген ше басқаша, нәп-нәзік. Күшті. Енді андай ғой, бала туудың өзі деген оңай нәрсе емес. Оның үстіне қалай? Балаң кішкентай болса да сен уақытыңды бөліп, осындай жерге келіп, уақытыңды бөліп, кәдімгі әңгімелесіп отырсың. Маған да негізі ертерек бастауымыз керек еді съемканы. Мына жерде жұбайыңыз сабағы болатын болып, сондықтан кеш бастап отқан сондай жайтымыз бар. Блиц сұрақ, екінші сұрағымды қояйын сізге. Сізде мысалғы қалай таңдау болсын да? Қазір сіз Атырауда тұрып отырсыз ғой. Астана немесе Алматы? Астана. Неліктен Алматы емес? Мен таңғалам, атыраулық көп адамдар бар ғой. Осылай қоямын ғой сұрақты, Астана немесе Алматы деймін, көп Астана деп жауап береді. Алматыға бір барып тұруға болады, барып қайтып келуге. Неге? Алматы тұратын жерге келмей ма сонда? Мен Астана больше нравится, білмеймін. Маған керісінше Алматыны айтты. Өзім Алматыда 5 жыл оқығасын, кәдімгі таулы жер болғасын. Сондықтан андай кәдімгі жаныма жақын да. Сөйтіп естимін ғой адамдардан Астана дейін. Мен андай аргумент іздей бастаймын да. Неліктен Астана? Маған түсіндіріп беріңіздерші, мүмкін мен де ойланайын деймін ғой. Адамдар басқаша, менталитет басқаша, Алматыдағы адамдар все равно басқаша. Ну и опять же таки правый берег, левый берег побөлінетін болар. Біз тұрған жерде көбіне адамдар вообще басқаша. Там люди больше про работу, про вот это вот развитие, бір сондай не. Алматы клеп қиялилар жүр. Жоқ, негізі өнер адамдарының бәрі баратын жер Алматы ғой. Қиялилар емес, енді жалпы ояқта да көп өндірістік базалар бар, көп компаниялар бар. Кезінде ұлттық банк тіпті осы уақытқа дейін Алматыда болды, қазір жақында ғана тек Астана ауысты. Меніңше Алматыда әлі де бір кемінде білмеймін, жарты ғасыр сондай бір үлкен бір қала ретінде, Қазақстанның ірі қаласы ретінде әлі адамдарды өзінде ұстап тұратын сияқты болып сезіледі да. Астанаға әлі көп еңбектену керек сияқты, Алматының қазірдегідей деңгейіне жету үшін. Андай Астанаға мен мысалға барсам, кәдімгідей андай қала қаңырайып тұрған сияқты болып көрінеді. Қазір хоть более-менее мысалы 10 жыл бұрын барғанда, 10 жыл бұрын практика өттім. Ана кәдімгі искусственный город сияқты, өтеді жүресің, былай жүресің. Автобуспен халық жұмысына барады, кешкісін сол автобуспен кері үйіне қайтып жатырады. Алматыда кәдімгі город оживленный бар ғой, так мынау Шымбұлаққа кетіп жатырады, мына Медеуге кетіп жатырады. Иә, еще студенттер құлақтан наушник там, біреулер билеп кетіп жатырады бар ғой. Кәдімгі қала тірі да, кәдімгідей живой дейді, оживленный город. Ладно, жарайды, бесконечный спор болып кетеді арамызда. Енді блиц сұрақтың 3-ші сұрағы бар, бірақ 3-ші сұрағымызға көшпес бұрын біз өзіміздің көрермендеріміздің арасында әрбір шығарылым сайын бір конкурс ұйымдастырып тұрамыз. Әдеттегідей біздің ең бірінші конкурсымыз, жалпы 2 конкурс қой өзі. Бірінші конкурсымыз құрметті көрермендер, егер де сіздер келесі қонағымызды дұрыс тауып алатын болсаңыздар, біз әрине мен өзімнің жеке парақшамда, Инстаграмда подсказкалер беретін боламын. Сол подсказкалерге қарай отырып, егер сіздер дұрыс тауып жатсаңыздар, және осы видеоның астына комментарийға сол келесі қонағымызды дұрыстап болжап жазып білсеңіздер, сіздерге мен атынан сыйлық кітап болады. Және екінші конкурсымыз, осы видеоның астына жазылған ең үздік комментарийге біздің осы виртуозы өнер мектебіміздің атынан 10 000 теңгеге сертификат табысталатын болады. Сондықтан құрметті біздің оқырмандар, көрермендер, кішкене белсендірек болайық. Осы видеоның астына өздеріңіздің күшті ойларыңызды жазып, күшті комментарийларыңызбен бөлісіңіздер. Және Заида ханым, біздің блиц сұрақтарымыздың 3-ші сұрағы сізге. Сіз соңғы уақытта қандай бір күшті үлкен сыйлық алдыңыз, және жалпы сыйлықтарды көп алып тұрасыз ба, жиі алып тұрасыз ба, және қандай жалпы сыйлықтар ұнайды сізге? Маған осы 7 наурызда петличка сыйлады жолдасым.
Петличка қандай андай беспроводной, проводной, беспроводной. Мы как раз осы подкаст не істеймін деп жұмыс. Саған мәдет. Қанша теңгенкі? Білмеймін. Ана Ларк деген есіңде, білесің ба, естушісің ба? Камераға қосатын түрі бар, былай түрі бар, короче, бәрі ішіндегі в комплекте. Мүмкін, көрсем білетін шығармын. Андай домалақ емес па бүйтіп иә. Есіме түсті. Мен өзімде боя деген петличка бар, ол андай вообще андай колхозный вариант, бірақ жарайды, барады. Ана желге шықсаң болды, уже кетіп отырады ғой. Жүн бар еді бет? Жоқ, сол жүн жоқ, сол менің микрофонымда. Солай. Енді сыйлықты неге үйтіп айтып отырмын, өйткені бізде 8 март болды, көптеген сыйлықтар беріліп атты, қыздарға букет сыйланып атты. Бүгін гүл тауымадым ғой мен. Қойш, неге? Сотрудниктерімен гүл берейін деп едім. Мен потому что 7 наурыз суббота воскресенье болды ғой. Бүгін сотрудницаларымды құттықтауға бардым ғой. Гүл жоқ бәрі. Қайдан қарауың керек білесің бе? OLX-ке кіресің. Уже андай бар ғой, сыйланған гүлдер міне жетеді, онда 8-9 март кірсең, кәдімгі OLX-та жетеді ондай гүлдер. Айтайын деген, мен ойша соңғы уақыттан ондай ер адамдар, керісінше қыздар кәдімгі көп қымбат сыйлықтарға беруді трендке айналдырып жүрген да. Сен өзің қалай ойлайсың? Мысалы, адам табыс көп болсын, аз болсын, мейлің қандай табыс болсын, қымбат сыйлықтарға адекватно қарайтын қазір кезге жеттік па? Сондай әлде ойлану керек па? Мысалы, адамдар рассрочкаға алып жатады, кредитке алып жатады, ондай сыйлықты. Меніңше одан сайын қораға беріп отқан сияқты қазір халық бар ғой, сыйлық. Егер необходимый зат болса, прям необходимый, вопрос жизни и смерти, почему нет? А так просто, чтобы иметь, это кажется чуть. Енді сыйлық деп отырып қой, біздің де сізге сыйлығымыз бар. Бүгін келіп отырсыз, қонақ болып. Мына жерде енді ема подкасттың атынан осындай гүл бар, Рафаэль, табыстай ғой. Сізге осындай гүл шоуға өтіп кеткен халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Сондай-ақ осы қасиетті Рамазан айымыз құтты болсын, келіп жеткен көрісу күніміз құтты болсын, сондай-ақ келе жатқан Наурыз мейрамымыз құтты болсын деп отырып, біз бүгінгі ема подкастымыздың кезекті шығарылымын тәмамдаймыз. Зайда ханым, сізге көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да келіп тұрыңыз. Сізбен әлде талай подкасттар түсіретін сияқтымыз бірге. Әңгімеміз бітпейтін сияқты. Мүмкін сіз де шақырарсыз бізді подкастымызға дейсің ғой. Құдай қаласа. Сол рахмет көп. Енді алдағы уақытта осылай өзіңіздің влогыңызды дамыта беріңіз, өзіңіздің жалпы үлкен платформаларында ашыңыз, авторский правыңызды пайдаланып, кәдімгі табысыңызды көбейте беріңіз. Барлық тілегіміз осы енді. Сізге де көп подписчик тілеймін. Рахмет. Монетизация, спонсор бәрі болсын. Әумин. Рахмет көп. Кішкентай осылай бастап атқан адамдарды қолдаңыздар. Рахмет. Сол қолдау деген. Сол достар, сіздермен бүгін болған ема подкастың кезекті шығарылымы, және менің есімім Тұрғыт, және бүгін бізде қонақта болған Зайда ханым. Рахмет көп. Бұйырса келесі шығарылымдарда кездескенше.